Так, болды деп ойлаймын, потому что қазір тағы да басынан бастап қайталап өтейін. Бұл біз қазір сәтте прямой эфир жүргізіп жатырмыз. Бұл прямой эфир біздің Гаухар Дала деген командамыздың презентациясы болып жатыр. Біз қазір GTC деген компаниямен серіктестік ретінде жұмыс жасап жатырмыз. Сол құрал ретінде біз қолдану арқылы өзіміздің әл-ауқатымызды көтеріп, өзіміз жағдайымыз жасап, айналасымыздағы адамдарымызға пайдамызды тигізіп жатырмыз, иә? Міне осындай программа науқан бар бізде. Қазір оны қалай оны қолданатын, қалай істейтін жіліктерін бәрін түсіндіріп береміз. Қаяқтан бұл ақша шығады, қалай шығады, не істеу керек, қалай істеу керек деген нәрсесіне шейін айтып береміз, иә? Бүгін сіздің алдыңызда жұмыс жасайтын мен, Мақсат Саттыбеков, и жанында біздің неміз руководитель команды Гаухар Дала команданың Айман Орынбекова. Өмірде мен келіншегім, бизнесте менің жетекшім, спонсорым дейміз, солай айтамыз. Енді қараңыз, пока отыра тұрыңыздар. Міне осы программа бізде бар. Қараңыздар, біз енді былай істеді ғой жаңағыдай. Почему бізде өмірде біз енді былай осы неге, осы халге, осы жағдайға біз просто келген жоқпыз. Любой нәрсенің алдында тарихы болады ғой, дұрыс па? Біздің де тарихымыз болған, осы жерге келген кезінде біз енді мен өзім каналымда айтқан, біраз шет жағасын айтып өткем. Себебі өткенде біз өзіміз профессионал дәрігеріміз, келіншегіміз екеуміз, бірақ ізденісте болғаннан кейін, жаңағыдай бар нәрсеге қанағат болмағаннан кейін дейді ғой, жаңағыдай бала шағамыз өскеннен кейін, жаңағыдай қажеттілігіміз көбейгеннен кейін біз жаңағыдай бизнес жасаймыз деп кеткенбіз. Енді білетін бизнесіміз, енді кім көпшілік істеген нәрсенің артынан ілесіп біз де істегенбіз. Соның арқасында енді ол өзі айтамыз ғой, жаңағыдай желание бар да, жаңағыдай нең бар, ұмытылысың бар, бірақ ми жоқ да жаңағыдай. Сөйтіп біз жақсылап тұрып қарызға қадалғанбыз. Сөйтіп жақсылап тұрып қарызға кіріп, одан кейін жаңағыдай ол уайым қайғымен ауырып, жаңағыдай денсаулығымыздан да айырылғанбыз. Сөйтіп жүрген кезде, в общем, бір күні бізге біздің жаңағыдай семейный достарымыз дейді ғой, айтады ғой жаңағыдай, біздің Құдайдан дуа сұраған кезде, Құдай үстінен төбеден саған жаңағыдай қалағанды бере салмайды, иә? Қаншама осы дүниеде қазір денсаулық сұрап жатқан адамдар бар, иә? Аллах Тағала төбесіне келіп укол салып атпайды әрқайсысына. Жаңа қаншама береке, ақша, қарыздан құтыламын деп сұрап жатқан адамдар бар. Оларға төбесінен пачкалы лақтырып, ақша лақтырмайды. Бәріне, бәрімізге, сізге де, бізге де, бәрімізге біздің дұғамыз естілгені, орындалғаны адамдар арқылы, ақпарат арқылы мүмкіншілік береді одан құтылуға. Денсаулықты туралауға, жаңағыдай қарыздан құтылуға, жаңағыдай аяққа тұруға деген сияқты соның бәрі мүмкіншілік арқылы, ақпарат арқылы. Бір жерден видео көріп қоясың, бір жерден естисің, бір жерде бір адам келеді, себепші болып. Соның бәрі себепшілік арқылы сіз өзіңіздің жаңағыдай дұғаларыңыз орындауға мүмкіншілік болады. Бірақ бір нәрсе бар. Почему бізде қарыздан қарызға кіріп кетеміз дейді ғой жаңағыдай. Бір осындай не бар да, бір естідім жақын арада. Оказывается, соның бір себебі ол деген жаңағыдай орындалмаған уәделер екен дейді ғой жаңағыдай. Уәделер екен. Біз енді уәденің үш түрі болады екен жаңағыдай. Бірінші ол өзің алдындағы уәдең. Ол деген жаңағыдай өз-өзіңе жаңағыдай бір уәде бересің жаңағы. Таңертең тұрамда жүгірем, үйтем, секірем, диета ұстаймын, үйтем деп қалады бәрі жайына. Одан кейін екінші уәденің түрі ол деген жаңағыдай адамдар арқылы, жаңағыдай айналасындағы адамдар арқылы, мысалы, бала шағаңа, жанұяңа, келіншегіңе, жаңағыдай басқа адамдарға, бөтен адамдарға берген уәдеңді орындай алмай қалған, или болмаса ұмытып кеткеннің арқасында бізде жаңағыдай осындай қарыздың түбінде қарыз қалып келеді екен бізде. Үшінші уәденің түрі ол Алланың алдындағы уәделеріміз екен. Ол деген мысалы біз жаңағыдай не дейміз жаңағыдай бір дұға сұрап, жаңағыны айтып жатқандай дұға сұраймыз, анадан қарыздан құтылайыншы, аяққа тұрайыншы, неден құтылайыншы деген сияқты қылдырып дұға ниеткен кезде Алла Тағала сіздің дұғаңызды естіп орындап қойған кезде, сізге сол себепшілер келген кезде сіз болмаса өзіңіз күмәндіктен, болмаса қорқыныштан, болмаса тағы біраз нәрселерден сіз ол келген мүмкіншілікті жоққа шығарғандарыңыз, қабылдамағаныңыз,
сол да жаңағындай уәденің, Құдайдың алдындағы уәдеңізді орындамағанның несі есебіне жатады екен. Міне осындай бір несі бар, естідім да мен. Маған қатты кірді, негізі қатты маған ұнады сол жер. Почему десеңіздер, потому что біз постоянно бізге келген кезде біраз өздеріңізге біреуге қарамай-ақ қойып, біреудің жаңағындай шарбағына қарамай-ақ қойып, өзімізге қарайықшы. Қаншама біз күнде естиміз мүмкіншіліктерді, қаншама біз Құдайдан сұраймыз, бірақ қаншама соның шешімдері келіп жатады, біз қаншама нәрселерге жоқ деп итеріп қойып жатырмыз. Міне ол да жаңағындай сондай нәрсеге алып келеді екен. Не себебі, неге десеңіздер, өткенде ол орындамаған уәделеріңіз өзіңіз алдыңызда, жаңағындай айналасыңыз алдыңызда, Алланың алдында орындамаған уәделеріңіз сіздің энергияңыз жейді екен. Энергияңыз жиеленгеннен кейін сіздің әрекетіңіз азаяды екен. Әрекетіңіз азайғаннан кейін ары қарай уже жаңағындай сіздің табыстарыңыз да азаяды екен. Бірақ біз красавчик болып өмір сүргіміз келеді ғой жаңағындай. Біз красавчик болғымыз келеді. Неге десеңіздер, жұрттардан ұят, жаңағындай қатардан қалып қалмайық деген сияқты. Бейшара болып көрініп қаламын деп, ол өзіміздің ойымыздағы нәрселер ғой жаңағындай. Таракандарымыз дейміз ғой жаңағындай. Сөйтіп біз жаңағындай не істейміз, біз аламызда кредитке бас сұғамыз да. Кредитке бас сұғамыз, сол моментте біз жаңағындай ол красавчик болып қаламыз. Бірақ кредит төлетін кезінде ақшамыз жетпейді, ақшамыз жоқ. Сөйтіп жоқ нәрсеге біз өмір сүріп отырып, төлейтін уақыт келген кезде әр нәрсенің сұранысы бар дейді ғой жаңағындай. Төлейтін нәрсеге келген кезде біз ақшамыз жоқ, біз не істейміз? Қайтып одан да бетер аламыз. Одан кейін уже все болды, ешкім бермеген күнде біз уже аяқта бетпен жерге құлаймыз да сол жерде жаңағындай самооценка дейді ғой жаңағындай, өз-өзіміз жеп, сөйтіп жақта уже жаңағындай уже дене деңгейге шығып кетеміз да, өз-өзімізді ауыртып тастаймыз уже. Ол кезде уже психосоматика қосылып кетеді да. Сондай ол как снежный ком сияқты былай көбейіп аяғында, в общем, түбінде кедейлікке, нищетаға алып келетін нәрсе да сол. Бәсекестік дейді ма, жаңағы не дейді жаңағындай, адамдармен жарысу деген жағандай да. Жоқ, ондай болмау керек. Енді мен қазір біздің тақырыптан кетіп жатырмын, бұл уже тренинг формат кетіп жатыр. Бірақ біз осы немізге келейік. Міне қараңыздар, біз сөйтіп, негізі мен айтып жатқаным бар ғой, сіздер туралы емес, жалпы не туралы, маған неге ұнады десеңіздер, маған өзім туралы айтып берді сол жерде да, сол кісілер. Өткенде солай жағдайға жетіп, біз уже өз-өзіміз ауру қылып, төсек тартқызып қойғанбыз ғой сол жерде. Сөйтіп жүрген кезде біздің үйге Құдайдан күнде сұраймыз. Біз байлық туралы сұрамаймыз. Біз деген жаңағындай бір зәулім үй сұрамаймыз. Бір сондай нәрселер, материальный нәрсені сұрамаймыз. Біз өзіміздің денсаулығымыз нормально болсыншы, жұмысымызға өз аяғымызбен барып, өз аяғымызды кеулуді соны ғана армандағанбыз. Представляете? Вот сондай жағдай болған бізде. Сөйтіп сол кезде біздің үйге біздің семейный достарымыз келеді. Енді мен нақты ақыр бастадым ба, тарихымызды айтып тастайын. Өзіміз семейный достарымыз келіп, дәрігер емес, ешкім емес, әшейін домохозяйка ол. Біздің семейный достарымыз айтады, қараңдар дейді. Мына деп бізге өнім шығарып береді да, мына баночкалар шығарып береді. Біз қараймыз, бір красивый баночкалар, ну не дейміз ғой жаңағы. Бұл дейді Қазақстанда өндірілген өнім 700 ауруға ем екен дәлелденген дүние дейді жаңағындай. Қазіргі сәтте 12 мемлекетке ресми түрінде жаңағындай тарап жатыр. Бұлай ресми емес, жаңағы почтамен деген бүкіл әлемге кетіп жатқан дүние. Достар, біздің даусымыз естіліп тұр ма? Себебі Wi-Fi неғып жатыр. Сұрашы, даусымыз естіліп тұр ма? Біздің дауыстарымыз естіліп жатыр ма? Мен мына аузым көпіріп тұрмын, айтып жатырмын, сіздер мені естіп жатсыздар ма? Көріп тұрсыздар ма мені? Видео қалай, звук қалай, біз сол моменттерді бәрін реттеп алайық. Достар, пока нетіп жатқанша мен сіздерге естеріңізді түсірейін. Міне осылай жаңағындай видео кіресіз, видео жаңағындай өзіңіздің неңізде так міне мынандай стрелка болады, мынандай стрелканы алып басқа адамдарыңызға, таныстарыңызбен біреулерде может кеңес алу керек болады шығар, соларға басу арқылы WhatsApp-ына болмаса жағы WhatsApp, біз айтып отқанымыз жағы WhatsApp, мынандай подаркалар бар екен, енді өзіміз шын айтсақ толқын білмейміз оны, бірақ соның өзінде осыларды басу арқылы бізді поддержка жасап беріп тұрыңыз.
Міне достар, Керемет анық естіліп жатыр дейді даже. дасы дұрыс естіп жатыр ғой, иә? Естіп Мына жақтан жатыр. шықпай ақ қойыңызшы өтініш, иә? Енді қараңыздар, бұны давайте ары қарай бастайық, анығын. Сөйтіп біз оны біз басында алып келеді, біз түріне қараймыз, жеті зор, екеуміз де дәрігеріміз, шекеміз деген ақыл толып тұр деген сияқты ғой жаңағыдай. Ол сонда қалай ол дейміз ғой жаңағыдай. Ол обычно домохозяйка бізге енді түсіндіре алмайды, бірақ ғылыми түрінде дәлелденген дейді, дәлелденген кәдімгідей патент Минздравтікі, бүкіл шетелдің сертификат, халықаралық сертификаттармен жаңағыдай бүкіл рұқсат қағаздар бәрі берілген, бүкіл әлемге тарап жатқан дүние. Біз енді мына жақта екеуміз отырып алып, екеуміз де дәрігеріміз, екеуміз де төсек тартып отырмыз. Сөйтіп ана жақта күмәнданамыз ғой жаңағыдай. Күмәнданып ол кісіні жаңағыдай сұрақтармен жаңағыдай өзімізше умный сұрақтармен жаңағыдай толтырамыз. Ол кісі бізге толком дұрыс түсіндіре алмай жатыр енді. Сөздің шыны керек. Енді дәрігер емес, біздің деңгейге жаңағыдай терминологияға келе алмайды. Сөйтіп аяғында короче бізге ашуланып кетті. Короче деді. Егер керек емес болса, керек емес, мына алыңдар да мына бала шағаңа беріңдер, өздерің жата беріңдер деп. Енді өзіміз достарымыз сөз өтеді. Сөйтіп енді ұялғаннан ана жақта алдық, алғаннан кейін соны жаңағыдай қолдандық бала шағамен бірге. Көрсек кәдімгідей компот, жидкий компот ішеміз, енді балдармен бірге ішіп отырмыз ғой жаңағыдай. Бірақ бір-бірімізге қараймыз, андай бір қалай ол сонда деген сияқты ғой енді сұрақ. Сөйтіп жүрген кезде күніне ауырып жатқан жағдайымыз, келіншегімде жаңағыдай 3 омыртқасынан грыжа шыққан, менде транзиторный атака болған, жаңағыдай микроинсульт дейміз ғой жаңағыдай. Көзім жатып қалған, кәдімгідей қиланып, бас ауырады деген сияқты келіншегімде ойбайлап жатқан. Сөйтіп 2 аптадан кейін екеуміз де дәрілерімізді қоямыз. 1 айдан кейін екеуміз де жұмыстарымызға жан-жаққа шығып кетеміз. Міне, дұға деген орындалу осындай болады. Келген саған себепшіні бетін қайтармай қабылдау деген сөзден келеді да сол. Вот қараңыздар, вот сондай біздің кішкентай тарихымыз болған, келгеніміз. Енді ол одан кейін бара-бара уже зерттеу арқылы біз мына қазір сізге айтатын нәрселердің бәрін түсіндік қой. Бірақ басында сондай нәрсе болған, историямыз болған. Енді сізге де осы қазір біз себепші боламыз деп үміттенеміз. Сөйтіп жаңағыдай сізге осындай нәрселерді айтып береміз. Енді қараңыздар, біріншіден, давайте сразу өнімнен. Бізде енді сетевой маркетинг, ол деген товарный нәрсе, өніммен жұмыс жасайтын дүние. Сөйтіп өніммен жұмыс жасағандықтан бұл жерде в первую очередь біз өнімді айтамыз. Себебі неге десеңіздер, жаңа көрдіңіз ғой, мен айттым, иә. Бірінші біздің жаңағыдай нәтижеміз, көзіміз жеткеніміз деген десем болады да. Көзіміз жеткеніміз ол өнімнен басталған. Я әрине болады, кейбіреулер жаңағыдай кәдімгі кәсіпке заточенный жаңағыдай нелер, адамдар оларға кәдімгідей сразу так, ақша қалай, маған қалай, чоп-почом деген сияқты әңгімелер айтатын адамдар болады. Бірақ көбісі адамдар, мен сізге сөздің шынын айтайын, көбісі адамдар өнім арқылы келеді. Өнім арқылы көздер ашылады осы жерде, иә. Міне қараңыздар, біріншіден өнім деген бізде ол жаңа мен айтқандай, ол 100% КЗ технологиямен орындалған. 100% технологиямен орындалған, Қазақстан технологиямен орындалған. И және 100% ол КЗ өндіріс. Или өнім дей салатын болады, өнім да. Өткенде себебі өнім бір жерде Қытайда, Японияда, бір жерде Америкада, Швецияда шығарып жатқан жоқ. Кәдімгідей өзіміздің Қазақстанымызда кәдімгідей ғылыми өндіріс лаборатория деген бар да, Spa-Sky Production деген, ол жерде кәдімгідей ғалымдар жұмыс жасайды. Ғылыми өндіріс лаборатория, қазақша жазсам осылай болады, гөл болады екен ғой. Spa-Sky дейді, міне. Міне осындай ғылыми өндіріс лабораторияда өндіріледі, ол жерде жұмыс жасайтын кәдімгідей жаңағы мен айтқандай ғалымдар осыны өндірілген өнімнің жаңа тарихына келсек, ол жаңа кеше бүгін ғана шарттаған дүние емес. Бұл жерде бір какой-то бір травниктер, бір какой-то бір болмайтын нәрселер емес, қалай deyмін, народный медицина емес. Бұл жерде кәдімгідей ғалымдар жұмыс жасаған, кәдімгідей адамның жаңағыдай молекулаға шашып тастап, ауру қайдан келеді,
Cartier басында негізі Cartier деген Cartier ол кезде есіңізде ме 60-шы жылдары Андропов деген сияқты Cartier деген жаңағы кімдер болған ғой. Сөйтіп КГБ-ның заданиесі болған. Сөйтіп Cartier қалай келеді, қалай оны алдын алу, яғни сондай нәрселер технический задание дейміз ғой жаңағыдай. Сондай технический заданиемен жаңағыдай бастаған сол кезде. Сөйтіп ғалымдар сол енді адамға керек болып тұр ғой. Адамды полностью осы жаңағыдай себебін іздеген ғой жаңағыдай. Аурудың жаңағыдай, Cartierдің деген сияқты. Сөйтіп себебін тапқан кезде қуат азаяды екен ғой біздің адамда. Убихинон деген болады екен. Соны азайғаннан адамдар уже ары қарай Cartier деген. Сөйтіп соған қарай уже өнімді құрастырған. Бет алды былай шығара салған жоқ өнімді да, адамға арнап тұрып шығарған. Итке емес, жаңағыдай балыққа емес, құсқа емес, адамға арнап шығарылған өнім бұл да негізі. Енді қараңыздар, бұны Оспаска Production деген шығарған. Бұл енді жаңа айтқандай патент Минздравдікі, Қазақстандікі екі патенті бар. Екі патентованный да өнім. Енді бұлай Қазақстандікі, ТМД-нікін айтпай ақ қояйын, бұл халықаралықтарды айтып қояйын, соларды жаңа айтып өтем. Біріншісі ол GMP деген ол Ұлыбритания, Честерфилд, Ұлыбританияда берілетін дүние, ол өндіріске беріледі. Өндіріс деген не ол? Ол жаңағыдай таза жерде істелінеді, бүкіл технологияға, технологический жаңағы қарапайым тілмен айтқанда таза жер екен, жаңағыдай ешқандай жаңағыдай қауіпті нәрселер жоқ екен деген сияқты жаңағыдай жұмысшыларға ешқандай қауіпті, өндірістің өзі жаңағыдай қауіпті деген сияқты нәрселерге берілетін дүние. Бұл енді әлем бойынша жаңағыдай берілетін нәрсе да, любой жерде. Екіншісі ол деген ең маңызды мен үшін бар ғой, ең маңызды ол Ромес деген сертификат. Ол деген Германияда беріледі. Кәдімгі ғылыми институт бар. Ол жерде бұл өнімді, мен көрсетемін да қазірде, өнімді ол жаңағыдай нететін жаңағыдай құрамын дәлдеп беретін да, потому что қазіргі сәтте не көп жаңағыдай сетевой компаниялар көп, не көп жаңағыдай тағы бір нәрселер көп та, мысалы аптекаларды айтпай ақ қойшы. Былай енді жалпы айтқан кезде, енді ол жерде қараңыздар, құрамын сөзін шыны керек. Ол жерде сіз этикеткасында жазылған, бутылочкаларында, бұл сыртқы ыдыстарында жазылған, бұл может каталогтарында жазылған шығар. Бірақ ол дәлел емес. Ол мен де барамын да қазір мынау любой жаңағыдай не бар ғой жаңағыдай типографиялар. Сол жаққа барамын да айтамын, маған осындай коробка істеп беріңдер, мынандай баночкаға наклейка жасап беріңдер деп задание беремін, ақшасын төлеймін, шығарып береді маған ана жерде. Алтын бар жаңағыдай, не бар, күміс бар деген сияқты қылып жасап береді. Сөздің шыны керек қой, дұрыс па? Дұрыс. Аламын да клейт ете беремін жаңағы жерде, сата беремін сосын кейін. Бірақ бұл жерде біздің өндірушілер до такой степени щепетильный да, ана кімдер жа, біздің өндірушілер. Бізге дейді репутация маңыздылау дейді, ақшаға қарағанда дейді. Біз лучше дейді, уақыт создырып аламыз. Лучше біз ақша жұмсап аламыз. Бірақ бізге атымызға бір капля бұл шаңда түспеу керек дейді ғой жаңағыдай. Вот сол үшін олар Ромес институтқа барып, осы өнімдерін беріп, ақшасын төлеп, солар зерттеп бергенде бұл құрамын дәлдеп берген ғой сонда. Ромес институтын маған оны айтқан бір сетевой компанияларда древний жаңағыдай МВ-ден бастап қанша жаңадан шығып жатқан компаниялар бар ғой, өнім компаниялар. Біреуінде бірде осы Ромес институт деген несі сертификаты жоқ. Себебі бұл құрамын дәлдеп береді. Түсініп отырсыздар ма? Құрамын. Сөйтіп бұл жерде мен мысалы сіз біреуге айтып отырсаңыз, мына жақта осындай бар, мынандай бар десеңіз бар ғой, артыңыздан кәдімгідей Ромес деген ағаңыз артынан сіздің иә дұрыс, мынаның сөзі рас деп сізді дәлдеп береді деген сияқты да. Сондай енді мысалын келтірсек. Міне сол. Енді қараңыздар. Бұл енді өнімге жаңа қатысты нәрселер, иә. Бұл енді өнім деген бізде қандай енді? Бұл қолдануға да оңай, бәрін көрсетіп, бөлек айтып беремін. Міне қараңыздар. Міне осындай өнімдер бар. Олардың бәрі жаңағыдай қолдануға өте ыңғайлы,
бәрін мен сізге түсіндіріп бере аламын. Просто қазір мен қысқаша түрінде сізге айтып өтейін да. Оған бір арнайы бір бөлік, өнімге арнайы бөлік бір презентация жүргіземіз осы өзімізді. Өткенде қараңыздар, первый очередь өнімде маған ұнағаны бұның универсальность. Универсальность. Универсальность деген не деген сөзі? Ол деген өнім ауру таңдамайды. Ауру таңдамайды. Сенде рак болып отыр ма? Әлде болмаса ангина болып отыр ма? Әлде болмаса сүйек буында тұзың жетпей жатыр ма? Әлде остеохондроз қысып жатыр ма? Или болмаса сақинаң, или асқазаның қорытпай жатыр ма? Маңызды емес өнімге. Ол универсальный, бәріне бірдей жұмыс жасайды. Оны қазір түсіндіріп беремін. Өткенде қараңыздар да, мысалы өзіміздің мысалымен келтірейін. Келіншегімде омыртқа ауру, менде ми ауру. Екеумізде айдаладағы аурулар, бір-біріне қатысты емес. Екеумізде бір нәрсені ішемізде, екеумізде 2 аптадан аяққа тұрамыз да, 1 айдан кейін екеумізде жұмысқа шығып кетеміз. Әйтпесе екі жақтағы аурулар. Қызым НТ-ға дайындалып жатыр. Оған вообще басқа нәрсе мысалы керек, например. Ол 124 балл жинап қойып жатыр. Баламның внутричелюстное давление, ол да сонда жазылып жатыр да. Мысалы, сол универсальность. То есть біріншісі ол ауру таңдамайды. Ауру таңдамайды. Екіншісі өнім жас таңдамайды. Жас таңдамайды. Шырытып дүниеге келгеннен кейін соңғы жанды денің бергенше арналған бәріне. Үшіншісі бұл жыныс таңдамайды. Жыныс таңдамайды. Себебі ер болсын, ұрғашы болсын, біз бәріміз басынан бастап клеткамыз біз. Себебі бұл өнім, ол клеткаға жұмыс жасайды. Біз енді аяққа тұрдық қой сол кезде да, аяққа тұрдық и сразу бізде ой келіп жатыр. Қалай сонда бұл біз? Екі түрлі ауру, екеуміз әртүрлі, ер, әйел. Қалай сонда бізде жаңағыдай осы көмектесті деген кезде біз Алматыға барамыз, сол кезде өндірушілер қол жетімді болатын, сол кезде кіреміз, түсіндіріп береміз, осындай ситуациямыз. Қалай біз целый индустрия медицина 9 ай бойы бәрінде отырмыз, аяққа тұрғызамаған кезде біз кешіріңіз дейміз, жаңағы компоттарыңыз бізде 2 аптадан аяққа тұрғызып жатыр. Қалай деген кезде сол кезде түсіндіріп берген. Бұл өнім клеточное питание. Қанша естіп жатсыз, клеточное питание, клеточное питание деп жатқан нәрселер қаншама естіп жатсыз, мысалы қазір. Бірақ мен сізге айтайын да, бәрі далбаса, өтірік. Себебі қараңыздар, бұл жерде міне қараңыз, біз түсіндіргенін айтып берейін сізге. Міне мынау біз, сіз мысалы дейік та, біз неден тұрамыз? Біз мүшелерден тұрамыз. Органдардан, мүшелерден тұрамыз, Ол мүшелеріміз біз неден тұрады? Ол мүшелеріміз бәрі бізде клеткалардан тұрады. Міне қараңыз, егер біз дене деңгейімізде бір деңгейін өз-өзімізді жайсыз сезіп жатсақ, точнее, ондай болса ауру дейік та. Ондай болса мүше деңгейде соған жауап беретін бір мүшеміз өзіміз қызметін дұрыс емес атқарып жатыр деген сөз. Значит, ол да ауру деп санайық та былай. Ол неге өзінің қызметін дұрыс емес атқарып жатыр? Себебі оны құрайтын клеткаларымыз, олар қызметін дұрыс емес атқарып жатыр. Себебі олар аш, элементарно аш. Оған қызметін 100% орындау үшін қуат жетіспей жатыр, болмаса бір қорек жетіспей жатыр, тағы бір деңгей жетіспей жатыр. Сол себептен ол өзінің жұмысын, көрініп тұрмам да, жұмыс деп қойын да, жұмысын 100 емес 50%-ға жұмыс жасап жатыр. Міне, соңғысыр ғой, себеп қаяқта. Енді не істейді мынау өнім? Біздің өнім нано бальзам дейді. Өнім. Нано бальзам не істейді?
ол сіздің ауруыңызды емдемейді. Ол сіздің жаңағындай бала көтертпейді сіздерге. Ол жаңағындай сахарыңызды түсірмейді, давлениеңізді түсірмейді, жаңағындай сондай нәрселер ештеңені істемейді. Ол өзінің қызметін атқарады. Ол аш болған клетканы тауып алады да, соны қуатпен және қорекпен қамтамасыз етіп береді. Сол кезде аш болып тұрған клетка тоқ болады. Енді жалпақ тілмен айта берейін, тоқ болады. Тоқ болған клетка, тоқ болса, қарныңыз тоқ болса, сіз жұмысыңызды 100% орындайсыз, дұрыс па? Тура солай, сол аш болып тұрған клетка, қызметін дұрыс емес атқарып жатқан клетка жұмысын 100% атқару бастайды. Ал 100% атқарылып жатқан құрылатын мүшеміз, ол да не істейді? Өз жұмысын 100% атқару бастайды. Ал егер біздің бойымызда бүкіл біздің жаңағындай мүшелеріміз өзінің қызметін 100% атқарып отса, значит, бізде өзімізде сау боламызда 100% атқарыла бастаймыз. Міне, принцип өте қарапайым, өте түсінікті. Бұны түсірген кезде кәдімгідей көз алдымыздан бар ғой, бір пелена түскен сияқты болды ғой, жаңағындай перде түскендей сияқты болды. Оп-оңай екен ғой мынаның бәрі дейміз да, жаңағындай. Сөйтіп осыны көргеннен кейін біз уже бәрі түсінікті болды. Почему жаңағындай ауру таңдамайды, почему жыныс таңдамайды, почему жас таңдамайды? Себебі адам клеткадан тұрады. Бұл өнім, бұл нано-бальзам, ол сіздің аурумен күреспейді, сізге бала көтертпейді, жаңағындай басқа нәрсені істемейді. Ол просто-напросто сіздің бойыңыздағы аш болып өзінің қызметін атқарамай жатқан клетканы қоректендіру арқылы сізді толық күйінде 100% аяққа тұрғызады. Міне, енді қараңыздар. Екінші мәселе, мына жақ түсінікті ғой, бұл 100% өнім Қазақстанда шыққан бүкіл сертификат, бүкіл жаңағындай рұқсат, бүкіл нәрселер бәрі бар нәрсе да. То есть айдаладағы нәрсе емес, ойдан шыққан бір кеше сарайда шығарып жатқан дүние емес, кәдімгідей завод, кәдімгідей жаңағындай ғылыми түрінде орындалып жатқан, өндіріліп жатқан өнім. Мынаны өшіре берейін, Міне, бірінші сұраққа жауап бердік. Бірінші ол клеточное питание екенін түсіндік. Екіншіден бұл енді әшейін бір көкеміз бір көшеде бір клетінде жаңағындай не дейді, қорасында істеп жатқан дүние емес. Бұл деген кәдімгідей әлем деңгейдегі өндірілетін өнім. Енді қараңыздар, қазір дүниеде не көп өнімдер, клеточный питание деп айтып жатыр ғой жаңағындай. Мынаған көмектесе 100% табиғи туда-суда дейді. Бізде бат дейді жаңағындай. Неге бұл бат? Бұл бат емес. Бізде клеточный питание деп айтамыз да. Себебі оның айырмашылығын түсініп, осы уақытқа дейін негізі түсінбей жүргенбіз, сөйтіп тағы да бір өндірушілермен бір не кездескен кезде сол кезде айтылған қара дейді. Міне бат дейді. Ол не деген сөз? Биологически активный добавка. Қазақша қалай болады сонда? Белсенді қоспа дейді жаңағындай. Биологиялық белсенді қоспа. Бұл қаяқтан шығады? Баттар, олар мысалы натуральный нәрседен тұрады. 100% табиғи. 100% табиғи. Табиғи дейді да. Мынау біздің нано-бальзам, ол да клеточное питание, бұл да 100% табиғи. 100% табиғи. Енді айырмашылығы неде? Міне қараңыздар. Табиғи нәрселер, олар деген не ол? Ол деген, мысалы, давайте, ол деген бұл өсімдікті, бір какой-то өсімдікті, қалай айтсам екен? Міне, жапырақ дейді, мына жапырақ деп көре беріңіздер, жапырақты, бір өсімдікті, бір минералдарды, болмаса бір майларды үгітіп, бізге капсулаға, максимальный технологиясы капсулаға салып береді да, бізге береді. Бір ем, бір какой-то шөпті, мысалы да, дарбаза дейді, мысалы, тағы бірдеңелер, мысалы да, сондай бір шөпті алады да, үгіту арқылы капсулаға салып береді да, максимально фито-чайға салып, не фит, шай ішетін фито пакетке салып береді, сөйтіп біз оны қолданамыз. Бірақ
бұл жерде любой өсімдік, любой табиғи нәрселердің ішінде бұл жерде белсенді зат, белсенді құрамы бар, белсенді құрамы бар және леспелер болады. Леспе затта, леспе құрамы болады. Бізге әсер ететін мынау белсенді заттар. Ал леспелер ол бізге как попутный мусор болып келе береді ол. Сол үшін ал леспелер бізге аллергия береді, неше түрлі кері әсер ету жағындай сондай нәрселерді беретін осылар. Почему баттан қорқады дәрігерлер? Потому что непонятно уже, как обезьяна с гранатой дейді ғой, не знаешь, как поведет, да, уже. Мысалы, аспирин ішсең, температураң түседі дейді жаңағындай. А мына бат ішсең, түседі, түспейді, құдай біледі да жаңағындай. Өткенде қай жері қаттырақ жұмыс жасап келеді, белсенді жағы ма, или болса леспелер жағы ма деген сияқты да. Ал енді бұл жерде, почему клеточное питание дегеніміз, өткенде себебі бұл жерде мына леспе заттарын технология арқылы леспе заттарын мусорға тастап, белсенді заттарын нано-бальзамның ішіне құрамына қойылған. Сол үшін 100% таза. Міне, мысалы, себебі 100% таза болғандықтан, осы принцип арқылы батпен ерекшелігі болғандықтан, клеточный питание болғандықтан, леспелері жоқ болғандықтан, тек қана айтылған құрамы бар болғандықтан, Ромес институт біздің өнімге сертификатын берген. Өткенде не айтты, соның ішіне осының бәрі бар болған. Соғатсыздар ма? Міне, осы маған последний точка болды. Мен өнімге күмәнім, өнімге жаңағында келген кезде жаңағында ой, болады ма, болмайды ма деген сияқты екі ойлы болып жүреміз ғой жаңағында. Осыны көрген кезде мен сразу түсіндім. Все. Бұл на уровне фармакология жаңағында өндірілетін дүние. Бірақ құрамы химия емес, синтетика емес, таза табиғи нәрселер қолдану арқылы істелінген. Міне, енді тағы бір осы моментті түсінікті болды ғой. Бір көріп алыңыздар. Көрініп тұр ма бәріне? Достар, айтып жіберіңізші маған. Бір какой-то реакция салып жіберіңіздер, подаркаларыңыз болса, подаркаларыңызды беріп жіберіңіздер. Ұмытпаңыздар, достар, мына жерде, сіздерге көрсетейін, стрелканы басу арқылы, так, қазір пока звондамай қойыңыздар. Мына жақта стрелканы басу арқылы өзің таныстарыңызбен кіммен осы ақпаратпен бөліскілеріңіз келіп отыр. Осыны басу арқылы бөлісіңіздер. WhatsApp-ына, болмаса Telegram-ына, болмаса тағы бір жеріне. Одан кейін мына сізге айтып отқан нәрселер ұнап жатса, мынау нелер бар ғой, подаркалар. Сол подаркаларды аямай басып беріп жіберіңіздер. Так, көрініп тұр ма? Көрініп тұр екен. Дұрыс. Мына, енді келесі бұл нәрсені мен ары қарай жалғастырам, сосын кейін өткенде бізде өте көп информация бұл негізі. Бұл жер түсінікті болды ғой да, универсальность деген ауру таңдамайды, жас таңдамайды, жыныс таңдамайды. Не себебінен өткенде клеткада жұмыс жасайды. Себебі неге ол жаңағыдай бат пен немен айырмашылығы? Себебі белсенді заттар ғана жиналған, леспе заттар құртылған бұл жерден. Әйтпесе түбінде табиғи бәрі, табиғи өнімдерінен шығарылған. Мысал келтіретін болар, мен постоянно сол мысал келтірем, өткенде маған түсіндірген сол миыма қонып қалды. Мысалы, бұл жерде ксантон деген жаңағыдай құрамдар бар да, ксантоны деген ол деген дүние бойынша ең мықты антиоксиданттар. Бізді онкологиядан, рактан қорғайтын жаңағыдай специфический осындай бір табиғи нелер. Олар, оказывается, жаңағыдай мына Эквадор, тропики дейді ғой, жаңағыдай экватор жақтағы тропикаларда жаңағыдай мангустин деген бір өнім өседі. Енді былай айтқанда біз персик сияқты да, былай көз алдына елестесеңіздер. Соның косточкасы болады екен. Соның косточкасында жаңағыдай қабыршығы болады екен. Сол қабыршығың ішінде сол ксантондар оказывается жиналады екен. Сөйтіп соны алады екен да, біздің өндірушілер алады екен да, біздің жаңағыдай өнімдерімізге салады екен. Қалғандар бәрі мусорға кетеді екен. Көріп тұрсыз ба, қандай деңгейдегі істелінген нәрсе. Леспе туралы там вообще бір
грамм ілеспе заттар түспейді ол жерде. Не айтылды, не жаңағы декларирование дейді ғой, жаңағы не декларирование деген қалай еді қазақшасы. Енді түсініп жатсың ғой, осы жерде бар деген нәрсе 100% бұл жерде бар, иә. Вот сондай. Енді бұл жерде пока тағы да бір көріп алыңыздар, мен асықпай ақ қояйын, бір ұртты болайын. Міне, өнім, біз тек қана қазір өнім туралы айтып жатырмыз, табыс туралы оны бөлек айтамыз қазір. Болды, осыны мен өшіремін. Ойлаймын, в принципе, уже түсінікті болған шығар деп отырмын да, потому что маған тура осылай жаңағы даже тақтаға емес, маған қағазға шейін көрсетіп берген, иә. Мынау басында айтып едім ғой, жаңағы кедейлік деген қаяқтан келеді жаңағыдай. Орындалмаған уәделерден келеді деген. Мә талай нәрседен өттік, ішкі. Талай нәрседен өткенбіз. Сол үшін жаңа қайталап айтайын, бізді себепші ретінде қабылдаңыздар. Бұл ақпаратты кәдімгідей өзіңіз жаңағыдай сұрап атқан болсаңыз, осы дүниеде жаңағы денсаулық болмаса жаңағыдай тағы бір нәрселер сұрап атсаңыз, бұл ақпаратпен мұқият болыңыздар. Керек болса бір жерге сақтап қойып отырыңыздар. Енді мынау менің каналымда бұл сақталынады. Если что, жаңағыдай эфир деген жерге кіріп, эфир деген жерге сояқта сақталып тұрады бұл негізі. Сөйтіп соны қолдану арқылы нетсеңіз болады. Енді қараңыздар, бұл таза болған жақсы көремді. Достар, поэтому қайталап түсіртіп алайын мен. Өткенде қалай дайындайсың, солай жаңағыдай ары қарай нәтижеде солай болады да. Апой-тапай тиіп қашып деген нәрселер жаным бұрыса жек көреді ше. Сол үшін дайындалып істеген любой нәрсені жемісі жаңағыдай көбірек болады деген сияқты. Ал енді қараңыздар, өнім жайлы түсінікті, иә. Өнімнің жаңағыдай енді жұмыс жасаудың айтайын. Жұмыс жасау өте оңай. Қаншама жоғары деңгейде өндірілген өнім болса да, қаншама жаңағыдай технологиясы мол жаңағыдай өнім қолдан өндірілген кезде қолданса да, бұл жалпы на выходе бізге келген кезде бұл қолдануға, біреуге ұсынуға өте қарапайым өнім болып келеді. Себебі технологияның мақсаты, не үшін біз технологияны дамытамыз? Технологияның мақсаты жалпы түбінде тұтынушыға келген кезде оңайшылық қалып келеді. Қолдануға ыңғайлы қылдыруға, жаңағыдай тағы басқа нәрсе, то есть жеңілдету үшін келеді. Мысалы, смартфон дейді, телефон. Ішінде не бар, не жоғын ешқайсыңыз білмейміз. Дұрыс па? Бірақ біз білеміз, мына кнопкаға бассақ шешеме звондаймын, мына кнопкаға бассам WhatsApp жазалам, мына кнопкаға бассам жаңағы кино көрем, мына кнопканы бассам деген сияқты. Ал оның арқасында қаншама инженерлер, қаншама технологтар осының бәрін құрастырып, реттеп, жаңағыдай технологияны, бүкіл ғылымды, білімдерді жинап арқылы бізге аяғында мынандай бір квадратный нәрсе болып келді, чтобы бізге ыңғайлы болу үшін. Тура солай сияқты бұл өнімде 40 жыл ғалымдар жұмыс жасаған, чтобы түбінде бізге басқа адамдарға өте қолдануға ыңғайлы болдыру үшін. И және басқа біреулерге ұсынуға ыңғайлы болдыру үшін. Міне қараңыздар, өнімнің түбінде, өнімді точканы аяқтаған жоқпын, до конца айтып өтейін. Өнім негізі ол 2000-ші жылдарда біз ғалымдарды айтып отырмыз ғой. Ол туылғаннан бастап сразу GTC деген компанияға, сетевой компания келе салған жоқ. Басында оны өндірілген ғалымдар. Олар өзін саласында высший пилотаж, бірақ жүргізу саласында, сату саласында олар нөл. Сөйтіп олар не істейді? Олар басында бұны как дәрі ретінде аптекаларға қойып тастаған. Отыр. Бір ай отыр, 2 ай отыр, 1 жыл отыр, бірақ ешкім алып атқан жоқ бұны. Сөйтіп олар қараса, ана дәрілер бар ғой аптекаларда. Әр дәрінің соңында бір медпредставитель жүреді екен.
жүргізеді екен сол өнімді. Барады да дәрігерлер мынаны жаңағыдай ұсын дейді, мынаған айтады, үйтеді, бүйтеді, жаңағыдай енді өзінің жұмыстары бар ғой енді, тірліктері. Сөйтіп алады да өздері жаңағыдай Тенгри деген жаңағыдай мед фарм компания ашады өздері. Сөйтіп соған дәрігерлер жинайды, сөйтіп дәрігерлер жаңағыдай осыны жүргіз дейді да жаңағыдай. Сөйтіп дәрігерлер ол байқұстар не, олар МКД милар қатып қалған ғой, жаңағы МКБ деген жаңағыдай протокол дейді жаңағыдай. Соған қап қалған, олар мынадан направо, шаг влево деген оларға расстрел, сөйтіп олар бұны жүргізе алмайды по факту, короче говоря. Сөйтіп жүрген и сол кезде айтады, біз ең күшті нәрсені істедік сол кезде дейді. Құдай білет, бұл өмірге жарығы болатын еді дейді бұл өнімнің. Бірақ сол кезде бізге ең күшті ой келді дейді. Біз өзіміз саламызда маман болғаннан кейін экономика саласында біз мамандарға бардық та кеңес сұрадық. Оларға технический задание бердік. Міне осындай өнім бар, осындай характеристикалар бар. Міне бізге осыны қалай шығару керек, қалай нарықта жүргіземіз, соны бізге жаңағыдай ойлап тауып беріңдер деген ғой жаңағыдай. Сөйтіп ол экономисттер ұзаққа нетпей айтады ғой, мынау өнімдерің сендердің ең дауасы ең мықты жүретін сетевой арқылы, жүректен жүрекке деген сияқты жаңағыдай қолдану с помощью рекомендаций дейді. Сол арқылы сіз бұл өнімді жақсы жүргізесіз. Сөйтіп оны естіп алған, сөйтіп алады да көрінген жаңағыдай мен сетевойды істеймін деген адамға жабысады. Ал енді сетевиктер білесіздер ғой жаңағыдай птица гордайлар ғой жаңағыдай, пока не пнешь, не полетит деді. Өздері әрқайсысы өзі бір шетелдің жаңағыдай өнімдерін ұстап алған. Біреу Американыкін, біреу жаңағыдай Қытайдыкін, біреу тағы бір жердікін. Сөйтіп әрқайсысы өй Қазақстандікі ма, Қазақстандан ауылдағы аузын сасық дейді ғой жаңағыдай. Мен сенбей жүрген кезде біздің жаңағыдай компанияның жаңағыдай руководительдермен кездеседі. Олар да ол кезде сетевиктер кәдімгідей поледе жұмыс жасап жүргендер. Сөйтіп енді олар да басында түсіндіріп атады. Олар басында енді түсінбейді. Енді олар өз тілімен сөйлейді. Бұлар басқаша түсінеді деген сияқты ғой. Ана ғалымдар өздерінде терминологиямен бәрі түсінікті болды. Өздеріне бәрі түсінікті, бір күшті болып тұр да, анау қарапайым адам түсініп атқан жоқ та оларда. Сөйтіп аяғында түбіне келген кезде, өнімнің жанында өндірісі келген кезде бізде сондай бір фишка бар. Өнім өндірілген кезде 90 күн бойы Құрманғазының күйімен, және де Моцарттың жаңағыдай несімен, жаңағы классический музыкамен структурирование деген нәрсе бар екен да. Судың да бір үлкен құпиялар көп екен ғой жаңағыдай. Судың өзі мына өнімнің бар ғой, құрамын қоспай ақ қойсаңызшы, судың өзінің ішеңізі бар ғой, оның өзі ем болады да, өйткені себебі ол жерде структурированная вода. Монокластерный деген болады жаңағыдай, тяжелая вода деген болады дегенде, ішсең наоборот уланасың да сол сумен. Кейбір сулар ішсең наоборот жазыласың деген сияқты сондай нәрселер болады екен да. Сөйтіп соны естіген кезде, біздің руководителдің біреуі, ол кісінің де аты Айман Нұрымбетова, сол кісі өзі Алматы Құрманғазы жаңағыдай несінде консерваторияда мұғалім болып жұмыс жасаған кезінде да, өзі музыкант, жаңағыдай маманы музыкант. Қалай деген кезде сол құлағы елең ете қалған. Сөйтіп тыңдай берген сайын уже айтамыз ғой жаңағыдай көзі ашылды, жүрегі ашылды дейміз ғой. Сөйтіп олардың сөздерін түсіне бастаған ғой сол кезде. Олар айта берген сайын олар тыңдай береді. Бір күн целый день отырамыз, сұрақтарды қоямыз дейді. Бір апта 2 апта жүргенбіз дейді. Бір сұрақ қоямыз, сұрақтарды қоямыз дейді да. Бәріне жауап береді. Кетеміз дейді. Түнімен ұйықтай алмаймыз дейді ғой жаңағыдай. Ал сонда қалай болады? Мынау қалай сонда? Мынандай қалай деген сияқты ғой жаңағыдай. Сондай нәрселер бар. Таңертеңге дейін жаңағыдай миллион деген сұрақтар алып келеді. Миллиондай сұрақты алып келеді, қайтып оларға сол сұрақтарды береді. Олар болса қайтып жауап береді. Қайтып жауапты алады да келеді да үйге. Тағы да түнімен ұйықтамаймыз. 1-2 аптадай почти ұйықтаған жоқпыз дейді ғой жаңағыдай. Түнімен тағы да сұрақтар туылады. Сонда мынау қалай болады? Мынау қалай деген сияқты. Сөйтіп алып келіп, сөйтіп 2 аптадан кейін қол ұстасты да айтты. Все болды. Бұл өнімді біз жылжытуға аламыз деген сол кезде. Сөйтіп қол ұстасты, 25 жылға эксклюзивный договорға отырды. Сөйтіп бұл өнімді бастады. 5 жыл бойы складтарында жиналған өнімдерін, шарамай атқан өнімдерін, сатамайды енді сатамай атқан өнімдерін бұл жерде келісім шартқа отырады. 1 айдың ішінде жоқ болып кетеді ғой бәрі. Сөйтіп аналар в шоке. Ойбай, біз ондайға не подписывались дейді, біз ондай объемдарға. Это сетевой маркетинг, детка, давайте, короче, ничего не знаем, обеспечьте. Сөйтіп олар өзінің бір институттың лабораториясын шағын
жаңағыдай форматында жасаған жаңағы аппарат жаңағыдай несін жаңағыдай производственный линиясын дереу бір айға жеткізбес солар кәдімгідей завод форматқа масштабировать еткізген ғой, үлкейткен. Сөйтіп содан кейін уже бәрін қамтамасыз ете бастады. Міне сондай бір тарихтарға шығып кетіп отырмын қайта-қайта. Ол да енді дұрыс болады деп отырмын, потому что әр нәрсе ол сізге керек нәрсе деп естимін, ойлаймын мен деп өткенде. Әр сөздің құлағы бар. Мысалы, маған ол керек емес болып тұрса, басқа қазір ойланып, қарап тұрған, уқты деген, соған ол, может быть, 10 жыл ма, 5 жыл ма, может быть, өмір бақи іздеп жүрген сөздер шығар да. Сол үшін мен қазір шабытын ұстап, не сөз келіп отыр, соны айта берем. Енді міне, қараңыздар, мен айтып жатқаным қолайлық, өнімнің қолайлығы, өнімнің ыңғайлығы, өнімнің жаңағыдай қарапайымдығы қолдануға. Жаңа айттым ғой, айфонмен салыстырған кезде. Міне қараңыздар, бізге қолдануға және басқа адамдарға ұсынуға үш-ақ программа, сол бүкіл технологически бүкіл өнімдерді ғалымдар алғанда үш программаға құрастырып қойған. Себебі дәрігер емес ешкім. Бәрі қарапайым адамдар жүрген. Бізге келген, мақұл, жаңа біз дәрігеріміз, бірақ бізге келген адам ол домохозяйка. Бірақ мектепке, любой мектепке оқыған адам, жаңа клетка, мүше, организм деген сияқты нәрсені біледі ғой, бәріміз білеміз, мектепте оқығанбыз ғой, көзіміз ашық қой. Соны айта алатын адам, любой адамға айта алады. Қараңыздар, өнім үш неге бөлінеді, үш топқа бөлінеді. Бірінші ол базовый программа дейді. Базовый программа өз сөз айтып жатыр, база, түп жаңағыдай, ол үшін ол бәріне арналған. Ол бәріне. То есть, мына жерде жаңа айттым ғой, шыр дүние келгеннен бастап, жан тапсырғанға шейін жаңағыдай бәріне арналған. Бұл жерде мысалы кім кіреді? Бұл жерде начиная екі қабат әйелден, аяқ аурулар, қалай айтсам екен, беременный десе алайын да. Беременный ол екі адам, оның ішінде жаңағыдай жатқан адам да ол уже. Өткенде ол адамға не керек? Ол адамға қуат керек па? Керек. Ол адамға қорек керек па? Керек, даму үшін керек, Ол адамға жаңағыдай басқа шешесінің жаңағыдай энергичный болғаны керек па? Керек. Оған жаңағыдай шешесі эмоциональный дұрыс болғаны керек па? Керек. Себебі оның бәрі сол жатырда жатқан балаға әсер етеді. Неге қазір көбейіп кеткен жаңағыдай аутизм, ЗПР, ЗПРР деген нәрселер. Кілең былай естісең бар ғой, жан-жаққа қарасаң толып кеткен жаңағыдай. Особенно ребенок деп айтып қоямыз енді, бірақ соның несі. Мен айтпаймын жаңағыдай зайчий губа, жаңағыдай патология беременностьлар бар ғой жаңағыдай. Гидроцефалия, жаңағыдай ұршығы дамымаған деген сияқты сондай нәрселердің бәрін айтпаймын. Просто мына эмоциональный сферасы дамымағандығын айтайын. Оның себебі почему? Потому что мына бала жатқан кезде ол просто недоедал. Оған қуат жетіспеген, болмаса оған жаңағыдай қорек жетіспеген, болмаса ананың положительный эмоциясы жетіспеген, анасы жаңағыдай телефонға залипать ете берген, болмаса жаңағыдай ашулан, болмаса бір сондай бір жағдайда жүрген. Себебі оған да психологически нормальный болу үшін, егер оған қоректік энергия бәрі толық болатын болса, ол да ровно спокойный болады, анасы. Сол кезде ол спокойнылығы балаға да әсер етеді. Сондай өте не связь. Беременный біріншіден рас па? Рас. Екіншіден бала. Болды, туып қойдық баланы. Екі қабат кезінде нетпедік, мән бермедік. Бірақ соның өзінде де туып қойдық. Енді ол нәрсені не істейміз? Догонять етеміз. Туылғаннан бастап, міне шыр етіп дүниеге келді ма, кіндігін кесті ма, кіндігі кескеннен бастап бірінші емшегін сорып алды ма, болды, ары қарай уже мынаны бере берсеңіз болады уже. Міне түсініп жатсыздар ма да? Сондай нәрсе. Осы жерден бастап балаға бере берсеңіз болады. Сонда баланың іш кебетіні, бала шырылдап қайта-қайта жылай беретіні, ол жылай берсе внутричерепное давлениесі көтерілетіні, сондай нәрселердің бәрі кетеді. Себебі баланың ең сол жерде ауыратын жері ол іш. Өткенде иммунитет ол шешесінің сүтімен алып жатыр. Бірақ іші неден кебеді? Себебі ол жақта дұрыс емес процестер жүргендіктен. Бірдеңкесі дұрыс дамы, бауыр, сарғайып кетеді бала деген жаңағыдай, бауырдың қызметін дұрыс емес атқарады. Ұйқы безі дұрыс дамымай қалады. Өткенде бала толық дамып шықпайды. Ол жерде кейбір жерлер туылғаннан кейін дамитын жерлер болады. Соларын толық дамыту үшін осы болады. Одан кейін өзіміз жаңа бала шағамыз қазір қасымызда жүрген мектебінде жақсы оқу үшін,
денесі, дене бітімі полностью толық даму үшін, физически развитый болу үшін дейміз ғой жаңағы. И және иммунитеті 100% болу үшін. Келген көшеде непотемия келе жатқан аурулар жапса бермеу үшін, иә. Вот сол үшін мына балаңызға базовый программаны бересіздер. Екіншіден, ересектер. Ересектер ол сізбен біз осы дүниеде жетістікке жету үшін қаржылай болсын, жаңағыдай эмоционально, семьяны элементарно, семьяны құру үшін қыз бен жігіт бір-бірімен сөйлесіп, ары қарай жарасып кету үшін де энергия келеді. Қазір неге бойдақ жігіттер, бойдақ қыздар көп? Себебі бір-біріне әлсіз бәрі. Чипсы жеп, кола ішкен адамдар бір-біріне бір сөз айтады, олар ой, қойшы дейді жаңағы қыз, қойшы ма, қойшы деп кете береді. Анаған қызды жаңағыдай алып, жетіп, оны жаңағыдай деген сияқты өз мақсатына жету деген әлі жоқ просто-напросто да. Вот сондайға шейін. Ал енді ересектер біз енді былай мақыл жарайды, үйленгендер болса, чтобы сенің кәсібің дұрыс жүру үшін саған қуат керек. Сенің қызметің дұрыс жүрісін, өркенің өсу үшін қуат керек. Сен жаңағыдай қойған мақсатыңа жету үшін вообще любой нәрсені қарым-қатынас құру, дұрыс қарым-қатынас, семьяңда болсын, жаңағыдай жұмысыңда болсын, вообще қоғамда болсын, соны дұрыс қарым-қатынас құру үшін саған базовый программа керек. Себебі оның ішінде оны бөлек-бөлек бір қарастырамыз. Соның ішінде жаңағыдай сіз соған көмектесетін құрамы бар. И және қариялар не үшін оларға? Есіктің алдында скорый қайта-қайта келе бермеу үшін. Үйіңде пакет-пакет дәрілерден құтылу үшін. Ерте алжып кетпеу үшін, ана болезнь Паркинсон деген бол, любой қариядан сұрашы, неден қорқасың десе, ерте алжып кеткеннен қорқамын дейді. Әсіресе жалғыз болып қалғандар, мысалы, ері болмаса жаңағы әйелі қайтыс болғандар, енді жалғыз болып қалғаны, өмір бақи бірге келгені, жалғыз болып қалды, бала шағасы өзімен өзі сөйтіп аяғында сондай нәрсе. Чтобы сондай нәрсе болып қалмау үшін, егер деңгейі, ой қабілеті, өз-өзін жерге тастап тастамау үшін осыны бересіңдер. Әке-шешелерің болса. Міне түсініңіздер ғой, әйелің, келіншегің болса, келінің болса, базовый программа бересің. Бала шағаң болса, міндетті түрде осы базовый программа ішкіздіресің. Өзіңе, чтобы жаңағыдай жетістікке жету үшін жаңағыдай ішесің. И және әке-шешең болса, тірі соларға осыны беріп отырасыңдар. Міне базовый программа соған арналған. Ал енді екіншісі, ол флагман 1 деп айтамыз. Флагман 1 деп айтамыз. Бұл деген уже анықталған. Анықталған аурулар дейміз ғой жаңағыда. Анықталған аурулар болатын болса, жаңағыдай диабет, жаңағыдай гастрит, пастрит, в общем, не бар, ауру бар нәрседе, соларға осыны бересіздер. Қалай қолданасыздар? Бірінші базовый программа бересіздер. Одан кейін, бұл біткеннен кейін флагман 1-ді бересіздер. Бұл енді үшіншісі точнее еді, ол флагман 2. Бұл да ары қарай не түсіндіреміз, анықталған ауру деген. Анықтай түсініп тұрды ғой бәрі. Енді флагман 2-де ол уже асқынғандарға. Асқынған деп нені айтамыз? Асқынған енді бәрін білесіздер ғой. Ауру түрі, ауыр түрі өтетін. Болмаса диабет жүріп, жаңағы саусаға қарайып көзі көрмей бастаған. Болмаса диабеттен, давлениеден инсульт инфаркт алып алғандар. Болмаса жаңағыдай иммунный системасы құрып, жаңағыдай онкология болып кеткендер, жаңағыдай СКВ деген сияқты сондай нәрселерді көпте енді әртүрлі. Ауру деген ауыр түрі дейміз ғой, ауыр түрі, мына асқынғандарды айтамыз. Міне осыларға программасы мынандай. Алдымен базовый программа бересіздер. Одан кейін ол біткеннен кейін флагман 1 ішеді. Ол флагман 1 ішкеннен кейін флагман 2 ішеді. Міне 3-ақ қадам бәріне. Ол біріншіден өзіңізде болса, мына программамен ішесің. Болмаса алдыңда келген адам оған себепші болып кетіп тұрсаңыз да, айтатыныңыз осақ қана. Сұрайсыз, не болып тұр сенде? Ол айтады, мен аяғым ауыр, келіншек мысалы 2 қабат дейді, мысалы аяғым ауыр, осы уайымдап отырмын, балам толық дамып, толық 12 мүшесі толық дамып туылса екен деп. Пожалуйста, міне базовый программаның шешімі бар сенің. Болмаса келеді, менде жаңағыдай гепатитім бар, анауым бар, мынауым бар, колитім бар, геморройым бар деген сияқты қылып та
там артритім бар. О, болды программа, мына база программа ішесің, одан кейін ол біткеннен мынаны ішесің, болды, вопрос шешілді. Иә? Болмаса жаңағындай, ойбай, мына осындай болып жатыр екен, асқынған аурулар болып екен. Болды, база программа ішесің, одан кейін флагман ішесің, одан кейін мынаны ішесің. Болды. Міне, вопрос шақ 3 қадамдық қой, 3 қадамдық. Қалай да келсең де, былай да келсең де 3 қадамдық нәрсе. Міне, өніммен қолдану және ұсыну деген қарапайым деген міне айтып жатқаным осы. Енді қараңыздар, өнім туралы енді в принципе бәрін айтып болған сияқтымыз, иә. Енді қараңыздар, өнімді мына өшіре берейін ба, не істейін енді мынаны? Ровно 1 сағат болды дейді мына жерде Айекең. Мына өнім туралы біз 1 сағат айтып өттік. Енді қараңыздар, ары қарай бұл нәрсенің 2 нәрсесі бар. Міне қараңыздар, сіз компанияға келесіз, мысалы даже сіз ақша табам деп отқан жоқсыз сіз. Әшейін просто өзіңіз үшін алуға да, мысалы өзіңізді какой-то вопрос, жаңа айтылған вопростарыңызды шешу үшін келдіңіз. Сонда сіз келесіз да өнімді аласыз. Сол кезде компания сізге встречный, бізде коммерческий организация ғой. Бұл жерде благотворительный емес. Бұл жерде коммерческая организация. Аптекаларды мысалы жұрттар не үшін ашады? Аптекаларды табыс табу үшін ашады, иә, дұрыс па? Адамдарға дәрі-дәрмектерді беру арқылы, сату арқылы, жаңағындай адамдарға көмектесу арқылы, олар жаңағындай больницаларға барып бір жерден іздемеу үшін кәдімгі аптека ашып қояды да, сол жерден жаңағындай дәрін сатады. Дәрін сату арқылы өзінің әл-ауқатын жағдайын жасатқызады да. Мысалы сондай сияқты. Мысалы сіз біреуге айтасыз, компания сізге айтады, мысалы өзіңізге алдыңыз дедім ғой жаңағындай. Өзіңізге аласыз, компания сізге былай айтады. Бұл бір сағат болады ма не сонда? Нет, почему? Міне істеп отыр ғой. Бұл сәл кеш. Міне істеп жатыр. Міне трансляция закончится через 4 минуты. Закончится дейді. 4 минуттан. Ол достар 4 минуттан кейін мына трансляция бітеді екен. Біз енді мына жақта прямой эфирларды первый раз жүргізіп жатырмыз. Енді баршаңыз кімге полезный болды, өнім жайлы айттық енді шет жағасын. Енді келесі қазір тағы да екінші эфир жасатқызамыз. Сөйтіп сол екінші эфирда біз уже таза табыс туралы әңгімені жүргіземіз. Енді мен пока мына трансляцияны сақтауды көрейін, қалай сақтайды екен. Так, через 4 минуты дейді. Трансляция закончится через 4. Неге мынау қайта-қайта шығып жатыр? Мынаны не қалып келсем, мынаны не қалып келсем. Бұлай ма? Типа өзімен өзі нетпеген деген ба? Міне, так. Енді бұны мен сақтап қояйын. Талшын өшірейін. Так, достар, қазір екінші бөлімі басталады. Мынаны пока өшіріп қояйын. Бұны сіздер өзіңіздің жаңағы неңізде, точнее менің каналыма кіріп, сол жерде көре аласыздар. Қай жерде көре аласыздар? Бұны сіз мына жерде, міне менің мына жерімде, бұл жерде TikTok студия деп тұр ғой, қасында эфирі деген болады. Сөйтіп сол эфиріға бассаңыз, ең бірінші болып тұрады мына жерде. Сөйтіп анайда лучшие моменты деген, соларды баспай қойыңыз, төбесінде кәдімгі стрелканы басып қоясыздар. Сөйтіп сол жерде жаңағындай сақталып тұрады. Сөйтіп соны ары қарай көріп, бөлісіп нетсеңіз болады. Так, достарым, міне қазір бастадық екінші бөлімін. Қазір көрейін. Так. Мына өзі сол жалғастырып кетті ғой, по-моему. Міне достар, екінші бөлік, міне басына пікірімді айттым. Ұмытпаңыздар, мына жерде мынау стрелканы басу арқылы сіз осы біздің трансляциямен бөлісіңіздер, таныстарыңызбен бөлісіңіздер. Мынау подаркаларды басу арқылы аямай подаркаларыңыз беріңіздер. Қанша дегенмен андай құр қолға бата жүрмейді деген сияқты ғой жаңағындай. Подарка беріп отырсаңыздар, TikTok маған бірдеңкесін береді шығар енді, білмеймін енді. Оны еще көрген жоқпыз. Прямой эфирларды енді жүргізіп бастап жатырмыз. Ары қарай үйренерміз. Ал енді давайте өзіміз тақырыбымызға оралайық.
Қараңыздар, енді бұл жерде жаңа мен айттым ғой, өзіңізге сіз аласыз да, өзіңізге өнім аласыз. Өнім аласыз. Өнімнің база программаның бағасы 60 мың теңге тұрады. 60 мың теңге тұрады. Сразу болжамау үшін, қанша тұрады екен деп ойламау үшін 60 мың теңге. 60 мың теңгенің ішіне құрамы келтіреді. Енді әртүрлі жағдайлар болады. Біреуге іш құрылысқа, біреуге сүйек буынға деген сияқты, біреуге белден төмен деген сияқты соларға құрастырып беріліп ататын жерде. Өткенде мен наименование қазір айтатын болсам, өніміне қайтып өңгіліп кетеміз қазір сол жаққа. Давайте ақша туралы айтып кетейін. Өнімге арнайы бөлек бір күні бір әрқайсысын сипаттап береміз. Міне қараңыздар, сіз 60 мың теңгеге өзіңіз үшін өнімді алдыңыз. И бұл жерде компания сізге встречный, сізге деловой предложение жасап жатыр. Мақсат дейді, егер сен бұны ұнады ғой саған, ұнады. Басқа біреулерге айтсаң, олар арқылы, сен арқылы адамдар келсе, мен саған шот алым беріп тұрам дейді. Түсініп ба? Мен саған шот алым беріп тұрам дейді. Сол үшін істесең болады, кэшбэктерін беріп тұрам дейді. Міне қараңыздар, қалай жұмыс жасайды? Вообще жалпы бұл сетевойдың қалай жұмыс жасайтын? Әркім әртүрлі айтады ғой сетевой туралы. Біреу былай дейді, біреу пирамида дейді, біреу былай істейсің дейді, біреу былай істейсің дейді. Негізі былай схематично айтқан кезде қараңыздар, бұл жерде самый главный ролях сіз. Сіз арнайы бір бүкіл тақтаға түсіндіріп берейінші. Мына сіз. Самый главный рольда мына жерде сіз. Бір жағыңызда сізде компания бар. Біздің бас серіктесіміз GTC. Ол компанияда проблемаларын шешетін өнім бар. Екіншіден бизнес ақша табу жолы бар. Осында екі несі бар, ұсынысы бар. Сіздің екінші жағыңызда осы проблемаларын шешамай жүргендер жүр. Шетел жағалап, үйлерін сатып, басқа нәрселер істеп, ем табамай жүрген адамдар қаншама, білесіздер, өздеріңіз. Екіншіден, сіздің айналасыңызда ақша табу жолын береке іздеп жүрген адамдар көп. Сіздің жұмысыңыз, осы жерден сізге айтты ғой, ақша табасың деп. Сіздің жұмысыңыз осы екеуін бір-бірімен байланыстыру. Жеңгетайский жұмыс қой, былай қарасаңыз бар ғой. Екеуін бір-бірімен байланыстыру. Былай байланыстыру. Тұрғызсыздар ма? Қалай байланыстырасыз? Сіз мынау өнім жайлы, осы бизнес жайлы ақпаратты аласыз. Ақпарат тек та, сол ақпаратпен бөлісесіз. Сонда сіз жол көрсеткен адамдар, мысалы 100 адамның ішінен 100 адамға айтасыз ба? 100 адамның бәрі бармайды. Жаңа басында айттым ғой, кедейшілікке не алып келеді? Құдайдың алдындағы орындалмаған уәделерің. То есть, жасадың ба дұғаны, саған себепші келді ма? Міне осындай тема бар деген адам келеді, саған деп айтасың. Вот это называется Құдайдың алдындағы орындалмаған уәделер. Міне бұның ішінде 20% дейікші, закон Паретто деген нәрсе бар. 100-дің 20% сөзіңізді жерге тастамайды. Мына осылар келеді да, мына компанияның есігіне, сізге емес, компанияның есігіне келеді, компаниядан өнім, проблемасы шешем дегендер келеді, өнім сатып алады. Мынау бизнес жасаймын дегендерді, оларды келген кезде бизнес орын ашады. Сөйтіп әрқайсына компания сізге процентін төлейді. Сіздің рызығыңызды, еңбек ақыңызды, сіздің көйлегіңізді білмеймін қалай қабылдасаңыз да, сіздің еңбегіңізді осылай ақшамен бағалайды. Міне, түсіндіңіздер ғой? Сонда сіз екі қоянды бір оқпен атып атып тұр ғой мына жерде.
Біріншіден, себепшілікпен сіз жаңағындай сауап жинап жатсыздар. Мына денсаулық жаңағындай адам денсаулыққа жол көрсету арқылы, екіншіден жаңағындай береке іздегендерге жол көрсету арқылы сіз ана жақта төбеде, бізде екі кошелегіміз бар ғой, төбедегі кошелек бар, ана жақта сауап жиналатын. Екінші үстіміздегі кошелектеріміз, иә, соларға жиналатын. Сол арқылы сіз жол көрсету арқылы, мына естікті көрсету арқылы сіз төбеге кошелекке жинап жатсыздар. Екіншіден, мына компаниядан сіз өзіңіз осы дүниедегі қалтаңызды толтырып жатасыздар. Міне осындай принцип жұмыс. Мынаның аты кәдімгідей сетевой маркетинг деп аталады. Бұл кәдімгідей сетевой маркетинг. Білмеймін, сіздер қалай естігенсіздер. Сіз қай жағымен сетевоймен танысқансыз, бірақ шын мәнінде сетевой маркетинг деген осы. Міне болды, басқа ешқандай құпия жоқ бұл жерде. Міне қараңыздар, енді ары қарай бұл жерден сізде кім шығады? Бұл жерден сізде екі қатар адам шығады. Біріншілер, олар сіздің клиенттеріңіз болып саналады, который өнімге келгендер. И екіншіден, олар сіздің бизнес серіктестеріңіз болып саналады. Міне бизнес серіктестеріңіз болып саналады. Бұны бүкіл сетевой маркетинг осы құпиясы. Тағы бір көріп алыңыздар, көрініп тұр ма? Бәрі түсінікті болып тұр ма? Так, бәрі көрініп тұр ғой деймін, по-моему, иә? Міне, достар, самый главный вопрос, который қорқатын нәрсеміз дейді ме жаңағындай, қорқатын нәрсе, ой деп нететін, күмәнданатын нәрселеріміз, ол сетевойды түсінбегендіктен. Қорқыныш қаяқтан келеді? Қорқыныш білмегендіктен келеді. Қара комнатаға, светі жоқ комнатада неден қорқамыз? Көз алдымызда неше түрлі біздің фантазиямыз бар ғой, неше түрлі фильм ужастар көрсетіп бастайды. Құбыжықтарды көрсетіп бастайды. Ойбай, ана бұрышта бір шайтан отыр, ана жақта бірдеңе отыр, ана жақта бірдеңе отыр. Бірақ комната кіріп светті жақып қалсаң, ештеңе қорқатын ештеңе жоқ. Төсек екен, мына жақта стульчик екен, стол екен, сондай екен. Жарық, білім ол жарық. Сол үшін мен сіздерге айтып отқаным осы. Сетевойдан қорқатын түк те жоқ. Сетевойды просто дұрыс түсініп алу керек екен, болды. Ары қарай просто қолдану керек екен сол біліммен, бітті. Бізде сол келген кезде неше түрлі ой ойлады ғой, жаңағы естігеніміз бар, көргеніміз бар деген сияқты да. Қаншама адамдар көріп жатырмын, сетевой келеді да, чуть ли не үйін тігіп тастайды да, жаңағы аяғында үйінде тола бір товарлар толып тұрады, болмаса бір пирамидаға бастары сұқып кетеді. Ол недендіктен? Сол білмегендіктен ғой, ақмақтықтан. Ол енді қалыпты нәрсе, ол өткенде ол адамға сабақ ол. Ол қалай қабылдайды? Это уже второй вопрос та жаңағындай. Ол оны как будто ойбай Құдай ұрды, әлде болмаса анау деп саусағымен соға береді, анау кінәлі деген кінәлі іздей бастайды да. На самом деле ешкім кінәлі емес, сен кінәлісің. Потому что сен сол жерге білмей бардың. Білімсіз бардың да. А білмеген жерде сен қаншама неге мединститутта, мен сізге айтайын да, неге мединститутта 7 жыл оқытады. Қазір вообще 9 жыл ма сондай болып кеткен, жаңағы докторантура, аспирантура, жаңағы клинординатура деген сияқтымен. Себебі сен ертең уже полеға шыққан кезде, поле дегенде жұмысқа шыққан кезде сенде уже права жоқ қателесуге. Сен қателесетін нәрсеңді сол институтта бәрін қателесіп алуың керексің. Қателеріңе жауапты алып алуың керексің. Практикада, моргта, труптарға үйреніп алуың керексің, чтобы ертең тірі адамға келген кезде сен қолың дірілдемеу керек. Сен уже кәдімгі істеп кетуің керексің да. Дәрін беріп, жаңағыдай адамның денесімен не істеу керек екенін білуің керексің. Тура ол шеберлік дейді ғой, жаңағыдай. Шеберлік ол жаңағыдай опыт дейді, тәжірибе дейді ма, сондай нәрсе. Тәжірибе әрине жаңағы уақытымен келеді, 1 рет, 2 рет, 3 рет деген сияқты. Тура сол сияқты осы жерге келген кезде сізде сасқалақтап қалмауың керексіздер. Чоп-попала істеп кетпеуің керексің. Любой тупой результат, любой сізді қораға кіргізетін нәрсе, любой сізді жаңағыдай жетістікке жеткізбейтін нәрсе, ол тек қана білімсіздіктен. Самый главный мынау әліппе. Әліппені білмесең, сен ертең сөз құрастырамайсың, сөз жазамайсың, диктант жазамайсың, изложение жазамайсың, ертең, в общем, сауатсыз боласың да. Кім 98% сетевойға келіп, 100% адам сетевойға келеді, 100% сетевойға келеді, 95 демей ақ қояйық, даже 98, 99 дейікші даже, 99% сен. Олардың табысы, олардың деңгейіне тең.
сіздің біліміңіз, точнее, деңгейіміз біліміне деймін да, жаңағыдай. Оның табысы оның біліміне тең. Сіздің біліміңіз сетевой туралы төмен, соответственно, сіздің табысыңыз да соған тең. Білімің төмен, табысың мынандай болмайды. Ол заңға қарама қайшы. Ондай болмайды. Чтобы табысыңыз 100 болу үшін, біліміңізді осыған көтеру керек. И оны білу үшін самый главный, мынау 50%. Білім қандай? Академияларды оқып, сақал мұртың өсіп, академик болу қажет емес, профессор болу қажет емес. Бұл мынаның түсінгеніңіз, сіздің оған прям тоқтап тұрып, мұқият қылдырып көрсетіп жатырмын. Түсініңіз ғой, ақша сол кезде сізде сұрақтарыңыз болмайды. Қаяқтан ақша келеді, неге төлейді, мынау қалай, мынау қалай деген сияқты, қалай істеймін, не істеймін деген сұрақтарға, қалай деген сұрақтарға сізде мына осы жерден сіздің жауапты аласыздар. Мына тақ 10-ға шейін санайын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Болды, өшірем. Еще запистен көріп аласыздар. Түсініңіз ғой, мынау 50% сіздің біліміңіз, 100% біліміңіз. Бұл жерде айтып отырмын ғой, жаңағыдай академиялар бітіріп, сақал өсіріп, академик болу қажет емес, микроскоппен зерттейтін дүние түк те жоқ мына жерде. Өте қарапайым дүние. Не қаяқтан өсетін біліп алсаңыз болды. Енді қараңыздар, енді цифраларға келек. Бұны түсініңіз ғой, енді қараңыздар, сетевойға 3 түрлі адамдар келеді. Біріншісі бұл сатушылар дейді. Сатушылар. Екіншісі құрылысшылар дейді. Құрылысшылар или басқарушылар дейді жаңағыдай. Үшіншісі ол инвесторлар. Инвестор деген білесіздер ғой не екен, Инвестор деген пассивный доход алатын адамдар. Енді оған да жетеміз. Әр топқа маркетинг планда бізде табыс көзі көрсетілген. Бірінші табыс көзі, сіз неге тұрдыңыз ғой, мысалы, контрактке тұрдыңыз, өнімді алдыңыз, бизнес жасаймын деп, мысалы, келдіңіз, контрактке тұрдыңыз, орынды алдыңыз, 60 мың теңге ол сразу көрсете салайын, мынау сіз 60 мың теңге бердіңіз, 60 мың теңге бердіңіз, ол 60 мың теңгеңіз сізге соған лайықты өніммен қайтарылды. Одан бөлек компания сізге бизнес место дейміз ғой жаңағыдай. Бизнес место берді. Одан кейін сіз автоматически не сізге беріледі? Сіз автоматически бұл жерде құралдар беріледі сізге. Себебі компания біледі ғой, сіз жаңағыдай онлайн құрал беріледі, офлайн құрал беріледі. Жаңағы ссылка, личный кабинет деген сияқты сондай нәрсе беріледі. Енді оған бөлек әрқайсысын тоқтаймыз. Үшіншіден, енді сіз келе салысымен бұл жерде, енді бұл сала сіз үшін бұл жаңа сала. Сіз көзіңіз жетті, бұл жерде жетістікке, армандаған мақсаттарыңызға жетуге болады. Құдайдан сұраған себепші таңдыңыз, ол келіп берген ұсынысын сіз қабылдадыңыз. Енді бұл жерге келдіңіз, енді ары қарай не істеймін деген сұрақ қой. Не істеймін деген сұрақта сізге бұл жерде система обучения деген болады. Обучение. Бұл жерде академия Гаухардала. Қартып нетейін? Гаухардала деген академияда сіз оқисыз. Бұл жерде сіз жаңағыдай айлап, жылдап оқитын дүние емес, 5 күн. 5 күн, 5 видео, 5 тренинг өтесіздер. Одан кейін СУЖЖ жаңағыдай заряженный автоматпен шығасыздар, уже жаңағыдай соғысқа шыға бересіз деген сияқты ғой жаңағыдай. Сіз уже готовый боец, готовый сетевик болып, сіз уже шығып кетесіздер. 5 күннің ішінде сіз уже готовый ақша табалатындай қылдырып шығып кетесіздер академияда. Әрине, бұл құралдармен бәрімен басында дұрыс қолдануды үйрену үшін сізде жетекші дейді. Наставник жетекші дейді ғой. Жетекші болады.
Бұл жерде енді бұл мен мақсат Амангелдиевич және Айман Нұрлановна дейміз да жаңағыдай. Бұл ненің Гаухар Дала команданың жетекшілеріміз. Бұны аласыздар и әрине бұның бәрін қолдану үшін бүкіл әрекетіңізге максимально табыс табу үшін ультрасовременный маркетинг план аласыздар. Міне компания сізге беретін осы 60 мың теңгеңізге өнім береді, сауда жасайтын орын береді, одан кейін жаңағыдай құралдар береді, жаңағыдай офлайн деп. Мен мақсат и және Айман ханым болады. И және оның бәрін сізге қалтаңызға толтыратын ультрасовременный маркетинг план беріледі. Міне осы сізге жазылған үшін старт жасаған кезде берілетін дүние. Енді бұлардың бәрін бөлек айта берсең, біраз нәрсесі бар түсіндіретін. Бірақ мен бүгін біздің мақсатымыз негізі бүгін бізге даже өнімді емес, өнімді біз бөлек нетеміз болғамыз. Бұл ультрасовременный маркетинг план туралы. Табыс қалай келеді, қаншама мен ала аламын. Міне все түсінікті мақсат. Қойшы бәрін қайта айта бердің. Маған енді конкретно не істеймін, не қоямын деген сияқты нәрсені айтшы дейді ғой жаңағыдай. Міне осылай сіз стартовать етесіздер. Сөйтіп сатушы мақсатпен, мысалы, мен ешкімге жаңағыдай бизнес айтқым келмейді. Мысалы деймін да. Мен жаңағыдай ешкімге жаңағыдай бір жерге тартып, оған бірдеңе түсіндіріп, өмірді өзгерткім келмейді. Маған өнімін ұнайды, и ол өніммен мен көзім жетіп тұр да, ол өніммен естіген шығар, может, мамам ішкен шығар, может, жаңағыдай таныстарым ішкен шығар, көршілерім шығар, деген сияқты айтылған шығар. И уже менен естігеннен кейін сіз уже опа, бұны осымен жаңағыдай үйде отырып, күйеуіме көмектесем, жаңағыдай сондай сияқты қосымша табыс тауып отырамын деген сияқты. Тем более үйде отырып телефонмен ақ істеуге болады негізі бұны. Үйренгеннен біліп аласыздар қалай істейтінін. Міне сатушы деп аталады. Оларға бірінші табыс көзі ол кэшбэк дейді. Кэшбэк 61%. 61%. Мысалы, мен аламда біреуде продуктпен жұмыс жасай, өніммен жұмыс жасай алам. Бұл кісіге айттым, осындай күшті базовый программа, мысалы, екеуміз екі қабат болып жүрміз. Мынандай күшті екен, жеңіл жүрі бастадым. Балам ішім тырысқаны басылды. Тағы бірдеңелер, енді өздерінің әңгімелерін айтасыздар. Сөйтіп ойды, маған да керек екен ғой дейді да. Маған да берші, қаяқтан алам. Міне, пожалуйста, телефонмен отырасыңдар да, чүк-чүк заказ бересіздер, Каспий Голден төлейді да, сразу керек болса, ешқайда бармай-ақ Яндекс таксимен үйіне шейін жеткізіп бере алады. Болмаса жоқ, өзім Яндекспен етпен, өзім көргім келеді, қаяқтан екен десе, келіп, офистен келіп, Айман ханыммен танысып, Айман ханым өзі акушер-гинеколог, өзіз, сөйтіп танысып алады да, сөйтіп сояқтан жаңағыда кеңес алып тұрады қосымша. Болды, кэшбэк 65%-ын уже кэшбэк қайтарады. Сосын алады да басқа біреуге айтады. Одан да сіз көрсетейін да, мысалы, мынау сіз, мынау мысалы бірінші адамыңыз. Ол алды да сізге компания жаңағы көрсетіп едім ғой басында, сіздің айтасыздар, келеді есіктен өздері үшін алады, сізге ол алып беріп, оған жеткізіп беріп деген ол міндет емес. Ол керек болса телефонмен ақ тур сол жерден заказ жасайсыздар да, қазір дамыған заман ғой, бәрі қазір пиццалардың үйіне заказ жасап отырады, палауына шейін, иә. Тура солай сияқты заказ жасасаңыз, тура үйіңе шейін алып келіп тұрады. Оплатасын тура сол жерден төлеп береді. Сізге 61%-ын береді. 61%-ын. Екіншісі, бір екінші адамға айттыңыз, оған айттыңыз, түсіндіріп бердіңіз, ол алып та тура солай сияқты 61%-тен алды. Мысалы, бұл көршілер дейді. Мынау, например, Москвада тұратын, мысалы, менің жаңағыдай, енді мен әйелдің түрінен айтып отырмын да, қайын сіңілім мысалы, Москвада оқып жатыр МГУ-да, осындай экзамен болып отыр, қиын болып отыр, осындай. Барда мына базовый программаны алды, ішіп ал дейміз да, жаңағыдай. Сөйтіп ол алады да, оған сізге қайтып компания 61%-ын төлейді. Ол подружкасы бар дейді, например, екеуі бірге оқитын. Ол, например, несі азаматы, например, Германия деп қояды да, Германия. Ол Москвадан, оған сіз самолеттен салып, пойыздан салып отырмайсыз.
айтып отырмын ғой, 12 мемлекетте ресми түрінде складтар бар. Москваға барады да, міне осындай адресқа барасың, сол жаққа келеді да, мына төлем қойған нәрсесін көрсетеді, оған сразу на месте, болды, все дейді, товарын береді. Түсіндіңіз ғой, өнімін береді, алады да кете береді, қолдана береді. Оның сіңілісі, жаңағы подружкасы, например, да, Германияның адамы, Германияда тұрады, маған тур осындай, представляешь, осындай классно сдала, экзамен бәрін высший балға өткізді, ана подружкасы Германияны қалай өткіздің, мен қиналып кеттік қой, сен қиналып жүрмедің ғой. Мен осындай іштім, күшті сергек болып қалдым. Бұқты жігерленіп, кәдімгідей, айлап жүріп жаттаған нәрселерімді бір оқығаннан есімде сақтап қала беретін болдым деген. Қалай неден десе, базовый программа деген нәрсе бар, 60 мың теңге тұрады, соны алдым іштім деген сияқты. Мен де алғым келеді дейді. Сөйтіп алады да, ол телефонмен сілтеме бар, онлайн формат деген айтып отырмын ғой, онлайн деген. Үйде отырып тұрып, сіз жаңағыдай онлайн жасасаңыз. Міне мен саған сілтеме жасасам, сол жақтан тіркелесің да, сол жақтан жаңағыдай оплата жасайсың. Сөйтіп сол жақта Германиядағы складқа барасың да, просто ала саласың, болды дейді. Тура осылай кэшбэкпен ғана жұмыс жасап, ақша тауып отыр. Басыңызды қатырмайсыз, ешкімге түсіндіріп, сетевой деген ол не екен, оны қалай істеу керек екен, остаточный доход, жаңағыдай команда құру деген сияқты нәрселер қызық емес маған. Қызық емес. Менің қызығым бала-шағам, жанұям, жаңағыдай күйеуім, үйім деген сияқтылар маған жаңағыдай кішігірім мынандай майда шүйде ақша керек кезінде осылай істеп тұратын да. Міне, пожалуйста, кэшбэк деген табыс көзі бұл. Табыс көзі мынандай осы. Түсіндіңіздер ғой, осы кісілерге арналған, басын қатырғысы келмейтін адамдарға арналған. Енді екінші түрі, осыдан кейін екінші түрі адамдар келеді сізге, тек қана клиенттер келмейді. Мыналар келеді ғой, бұлардың бәрін сіз өзіңіздің атыңызға алып отырсыздар. Ал енді тура осылар енді айтады, мен өзім де солай істесем болады ма дейді. Мен де клиент жинағым келеді дейді. Тура солай сияқты әрқайсы өзінің клиенттермен жұмыс жасайды, өзінің 61%-ын алып отырады, өзінің 61%-ын алып отырады, 61%-ын алып отырады, мыналар алып отырады, түсіндіңіз, 61%-ын алып отырады. Ал сізге бұлардың жасаған жұмысынан компания сізге тағы да төлеп беріп отырады. Әрқайсынан 10 мыңнан 60 мың теңгеге дейін. Түсіндіңіз ғой, әрқайсынан 60 мың өткенде себебі тек қана 60 мың теңге емес, ол жақта тағы да пакеттер бар. 120 мың теңгелік пакет бар, 240 мың теңгелік пакет бар, 360 мың теңгелік пакет бар. Енді ол жерде, ол не үшін үлкен сондай пакеттер бар? Олар мына 60 мың теңге пакетпен жаңағыдай именно табыс туралы, табыс жақтан айырмашылығы жоқ. Бірдей. Не мына жақта болсын, не мына жақта болсын, бәр жерде бүкіл мына 60 мыңнан бастап стандартный пакет дейді ғой жаңағыдай. Стандарт. Сізде бүкіл табыс көздері максимальный процентте сізге берілген. Ол жерде просто адамдарға, алып отқан адамдарға, мысалы біреуде асқынған аурулар болуы мүмкін. Оларға көбірек керек. Біреуде мысалы сондай бір бүкіл семьясын алғысы келіп отыр. Оларға көбірек керек деген сияқты. Сондай мәселелер. Оларға 10 мыңнан 60 мың теңгеге дейін аласыздар. Міне, бұл жаңағыдай міне сатушыларға арналған. Енді хочешь ты не хочешь, маркетинг план бойынша мынаны мен өшірем. Мына старт түсіндіңіз ғой, то есть сіз 60 мың теңгемен баста берсеңіз болады. 60 теңгемен сіз бүкіл бар ғой, екеселеніп алып аласыздар ғой негізі. 60 мың теңгеге бизнес ашу деген ешқайда жоқ қой, вообще никогда ешқайда жер жоқ. Мынаны бүкіл ақшаңызды сіз қайтарып аласыздар. Сөйтіп бұл жерден бастап, егер істесеңіз істедіңіз, істемесеңіз ешкім сізді мәжбүрленбейді. Істемесеңіз де ешкім сізге ештеңе демейді. Ол чисто сіздің қалауыңыз. Мына, бірақ істесеңіздер, әр қадамыңыздан сіз бұл жерде тек қана ақша түсе береді. Тек қана үйреніп алу керек, бұны болды. Енді қараңыздар, екінші түр, бұларды таблица қылдырып сызып қояйын. Түсіндіңіз ғой, қалай жүретін, ақша келетін. Енді таблица қылдырып көрсетіп қояйын. Бірінші түрлі табыс, былай, табыстар. Табыс, көздері. Бірінші түрлі табыс көзі, ол кэшбэк.
Кешбек ол 61%-тен басталады. 61%-тен басталады. Сізде бұл жинақты ғой. Сіздің ана ай сайын күйіп кетіп, қайтып товар алу деген жоқ бұл жерде. Сіз келдіңіз ба? Болды. Одан кейін сізді ешкім ештеңеге мәжбүрленбейді. 61, бірақ сіздің жасаған балдарыңыз, мысалы 5 адамға айттыңыз ба, әрқайсысы олар PV болып санала береді. Мысалы, біреу алған 100 PV болды, өзіңіз алған 100 PV болды, мынау алған 100 PV, мынау 100, сіз уже 600 PV болды. Сіз уже автоматически 65-те 5%-қа. Сөйтіп, ары қарай 66-да 5%-ке дейін сіз кешбек аласыздар. Міне. Екінші түрлі табыс, ол деген рекрут бонус дейді. Рекрут бонус. Рекрут деген ол жаңағыдай шақыру дейді жаңағыдай. Сіз енді шақырған жоқсыз, өнім саттыңыз ғой, бірақ солды соған жатады да. Рекрут бонус бойынша сізге 2 деңгейден төлейді. Мысалы, менің бала-шағам шақырған адамдар, олар уже жаңағыдай немере болып саналады. Мысалы, баланың баласы немере да, екінші поколение, мен екінші деңгейім, ұрпағым деген сияқты. Тура солай салыстыра беріңізші, жеңіл түсінуге болады да. Міне қараңыздар, сіз бірінші поколениеден, яғни өзіңіздің бала-шағаңыздан, әр олардың қосылғаныңыздан 10 мыңнан және 60 мың теңгеге дейін 60 мың теңгеге дейін аласыз. Түсіндіңіз ғой? Ал енді немерелеріңізден, яғни екінші поколениядан сіз әрқайсынан 4 мың теңгеден алып отырасыздар. 4 мың теңге. Міне мынаяқтан көрсетейін. Мынау мысалы 5 адамға саттыңыз дейік, мысалы 5 адамға саттыңыз. 5 адам сатқаннан сізге әрқайсынан 10 мыңнан 60 мың теңге, 60 мыңнан түседі. 60 мың теңге түседі. Ал енді олар да аузына құм төгіліп отырмайды ғой. Олар да біреуге кетеді. Олардың әрқайсының өзінің адамдарынан, ол 5 адам болады ма, 10 адам болады. Мен мысал келтіріп отырмын. Түсіне беріңіз, дұрыс. Әрқайсының өзінің адамдарынан сізге өздерінің 10 мыңнан 60 мың теңгелерді алады ғой. Ал сізге болса, тағы да 4 мың теңгеден түседі. Түсінікті болды ма осы жер? Міне. 2 түрлі табыс. Бірінші кешбек табыс көздері 61 мың 66,5%-ке дейін. Рекрут бонус деген бірінші поколениядан, то есть яғни балаңыз деп есептеп отырмыз ғой, жаңағыдай, чтобы түсінікті болу үшін. 10 мыңнан 60 мыңға дейін аласыз. Ал екінші поколениядан, немерелеріңізден әрқайсынан 4 мың теңгеден аласыз. Мысалы, мынау 5 болды ма, әрқайсысы 5 де беріңізші, жарайды мақұл. 5-ден, мынау 5, екінші поколение сізде 25 адам келді. Алды да, 25 адамды 4-ке көбейтсеңіз, мысалы 5 нетпей ақ қояқ, бірінші поколение. Нетпей ақ қояқ, там 120-дан, 240-тан, 360-тан ал. Бәрі сол 60 мыңнан кірді, база пакетпен кірді дейді, бәрі. Әрқайсынан сізге 10 мың теңгеден төледі. 10 мыңнан төлегенде сізде бірінші поколениядан сонша қанша болады? 50 мың теңге. 50 мың теңге төледі. Ал екінші поколение әрқайсысы 5-5-тен болса, 25 адам алды дейік та. Сонда сізде 25 мың екінші поколениядан. Неге мен қайта-қайта мынаны түсіндіріп жатырмын да, жіліктеп жатырмын, потому что қайта-қайта естіген сайын, адам бірінші естіген кезде, оказывается, ғалымдар прям зерттеген ғой. Бірінші естіген кезде 5% қонады екен. Даже 5 емес 3% қонады екен ақпараттың. Вроде түсініп тұрмын, бірақ есте қалатын 3% екен. Сонда мен қайта-қайта айта берген, қайталап отқаным, ол мысалы 3% бірінші естіген кезде, дедіңіз да, мен қайталап отырмын, тағы да 3%, деген за. Сөйтіп, ойда қалған ақпарат көлемі көбейеді деп нетіп отырмын да мақсатпен. Міне екінші поколениядан сізде 25 адам, әрқайсынан сізге компания 4 мың теңгеден төлейді. 4 мың теңгеден төлейді. 4 мың теңгеден төлейді. Сонда 25-ті 4-ке көбейтсең қанша болады? 25 мыңды 4-ке көбейтсек қанша болады? 100 мың ба? 100 мың теңге
100 мың теңге сізге екінші поколение төлейді. Сонда осы аптада бізде табыс апталық, бізде айлық емес апталық. Осы аптада сізге 150 мың теңге 150 мың теңге плюс өзіңнің кэшбегіңізге қосымша алып отырасыз. Нормально. Аптасына 100-200 мың теңге алып отырсақ, күйеуіңізге қандай көмек болады? Болмаса үйде отырып, мысалы, мен жаңағыдай жағдайым жоқ, мен көшеге шыға алмаймын, мысалы, сондай жағдайлары болатын болса, қандай пенсионер болып, мысалы да, болмаса студент болып, қолың бос кезде жаңағыдай WhatsApp-пен или соцсетпен жұмыс жасап жүрсең, или болса таныстарыңа айтып, тем более жастар жылдам ғой, тез қабылдайды, тез шешім қабылдайды, тез әрекет жасайды, тез нәтиже алады да, сондай сияқты. Пожалуйста, студентке мысалы 200 мың теңге аптасына алып отырсаң, қандай көмек та, или пенсионерге өзінің пенсиясына, или болмаса жаңағыдай үйде отырған келіншекке 200 мың теңге үйдің нелеріне да, майда шүйделеріне тесіктерін бітегенге де, мысалы да. Вот сондай нәрсе. Міне осындай ары қарай мен қазір сәтте айтпай-ақ қояйын, өткенде ары қарай уже кәдімгідей мектеп ретінде жүретін дүние, оны сізге Айман ханым ертең түсіндіріп береді, или болмаса қазір түсіндіріп береді ма? Жоқ, ол ертең түсіндіріп береді екен, өткенде оның да 5 бала шағасы, Құдай берген 5 бала шағасы бар. Олар да қазір мектептен келді, олар да қазір қарындары ашып сабақты оқу керек деген сияқты. Сөйтіп сонымен, осымен құрметті достар, бүгін бізбен болғаныңызға рахмет. Жаңағы мен айтқандай, мынау бұл кнопканы басу арқылы таныстарыңызбен бөлісіңіздер. Одан кейін мына подаркаларды аямай басып жіберіңіздер. Сөйтіп жаңағыдай бізге, мен ойлаймын, бізге осы жетеді, осы жол. Сөйтіп тағы да аяғында соңында қайталап өтейін, біздің мақсатымыз, біз қазір сәтте өзіміздің командамызға, бізде өзіміз командамызға қазіргі сәтте жаңа топ құрып жатырмыз. Ол топқа келген адамдарға бізде науқан ретінде сондай бір неміз жүріп жатыр. Өткенде бірінші қадам нық тұру үшін тәй-тәйді жасаған кезде баланы бірінші аяқтарын басып, жерді бастырған кезде қолынан ұстап, жаңағыдай қолтығынан ұстап көмектеседі деген сияқты ғой жаңағыдай. Бізде сіздің жетекші болғаннан кейін біздің жаңағыдай сізге көмектесу мақсатында жаңағыдай сізге осындай әрекеттеріңізге берекет қылдыру үшін көмектесетін жаңағыдай неміз. Қалай айтсам екен, мақсатында ма, или науқан болады ма, сонда не болады бұл? Науқан ретінде акция, науқанда получается ол. Ол қараңыз, мынандай, сіз жазылған үшін, сіз мысалы қазір мені естідіңіз, сөйтіп жаңағыдай командаға қосыламын, все, болды, маған ұнады, мен түсіндім, мен осы уақыттан білмей жүрген екем, мына осы мақсатпен жаңағы Айманның жаңағы айтқан маған вообще қонды, енді түсініп, енді мен бастаймын, енді мен табыс екі жаңағыдай қоржынымды толтырғым келеді, ана жақта сауаппен толтырғым келеді, мына жақтан ақшамен толтырғым келеді деген сияқты сондай ой туылса, ондай болса сіз келіп бізбен байланысып, жаңағыдай өзіңіздің орныңызды алып, 60 мың теңгеге жаңағыдай өзіңіз орныңызды алып, жаңағы айтқан нәрселердің бәрін алған үшін, компанияда алған үшін, біз қосымша сізге тағы да приветственный бонус, қалай айтады приветственный бонус? Қошеметтік бонус па? Қошеметтік бонус ретінде сізге тағы да өзіміздің тарабынан 10 мың теңге наличка қылдырып, жаңа Каспий Голдыңызға сізге аударып береміз. Лично өзімізге жаңағыдай қосылған үшін. Міне, мынау бірінші не болады сонда? Бірінші этап па? Этап. Енді екінші этап. Бұл егер этап. Екінші этап. Мен бұны түсіндім, сразу маған, мен бәрін біліп отырмын, маған сразу мен тәй-тәй емес, мен сразу аттап-тұттап жұмыс жасаймын деген адамдарға за скорость, егер мысалы мынау біз бұл сіз бір тәуліктің ішінде менеджер деңгейінде жатсаңыз, домик деген нәрсе бар, бізде оны түсіндіріп береміз кездескен кезде. Сол кезде сіз
компаниядан 74 мың теңге, 74 мың 250 теңгені аласыз. Компания сізге кәдімгі өз маркетинг планы бойынша төленетін. Сіз хочешь, не хочешь төлейсіздер, аласыздар. Плюс оған бізден тағы да 20 мың теңге, 20 мың бізден приветственный бонус тағы да төленеді. То есть басында сіз 10 мың теңгені алып қойдыңыз уже, плюс оған тағы да 20 мың теңге, плюс 74 мың теңге компаниядан. Сонда сіз бір тәуліктің ішінде 104 мың 250 теңге тауып отырасыз. Өткенде мынау менеджер дегенді, домикті жұрттар отырып келе салады да, ақпарат алады да, дегеннен миына қонғаннан кейін телефонмен ақ отырып звондап, жан жаққа звондап, таныстарына айту арқылы жарты сағаттың ішінде жауып отыр мынаны. Жарты сағаттың ішінде жауып отыр. Міне, енді үшінші этап. Бір аптаның ішінде мынау бұл сіз бронзовый директор деген деңгейді жапсаңыз бір аптаның ішінде, оның жолдары бәрі бар. Сіз компаниядан 317 мың 550 теңгені аласыз. Бұл компаниядан сізге төленеді. Одан кейін плюс бізден мынау алдында алып қойған 30 мың теңгеңізге тағы қосымша, қалай айтсам, бізден ба? Приветственный бонус деп айтып жазайын да. Приветственный бонус бізден спонсор ретінде. Тағы да 53 мың теңге, тағы да приветственный бонус аласыздар бізден. Өз тарабымыздан. Айман ханым екеуміздің тарабымыздан тағы да 53 мың теңгені аласыздар. Сонда бәрін қоссақ, сонда сіз бір аптаның ішінде сіз получается 400 мың 550 теңге таза бір аптаның ішінде тауып алады екенсіздер. Ал қараңыздар достар, ай біткенше мынау бір апта, бірінші апта, мынау екінші апта, мынау үшінші апта, мынау төртінші апта. Алдыңызда сіздің тағы да 3 апта бар. Ай біткен жоқ. Бір аптаның ішінде тапқан 400 мың теңгеңіз. Міне біздің көмегімізбен, сіздің тай ретінде көмектескенімізбен, соның бәрін қосқан кезде осындай бізден науқанымыз жүріп жатыр. Енді достар, осымен мен қазір аяқтаймын. Келесі кездескен кезде уже толық, ол кезде уже Айман ханым өзі шығады. Сізге уже жілігімен мынаны былай істейсің, мынаны былай істейсің, мынаны істегенде былай істейсің, мынаны былай істейсің деп бәрін түсіндіріп береді. Мына қадамдарды, мынау енді әрине қазір басқа қалай ол сұрақ деген, қалай деген сұрақ туылып жатыр. Сол сұрақпен сізді қалдырып жатырмын, себебі мен әдейі қалдырып жатырмын оны. Сонда не болады деп деген сияқты аппетиті, любопытство жазғат етсін деп. Келесі кездескен кезде Айман ханым сізге толық күйінде ештеңеге қарамастан, өнімге қарамастан, сетевой деген қалай жұмыс жасайтын қарамастан, конкретно цифрлармен жұмыс жасайды. Осы кездесуімізді біз жалғастырамыз. Әрине көбірек болғаныңыз дұрыс. Эфир сақталатыны, мынау менің кабинет, менің жаңағы нем бар ғой, личный кабинетім, менің профиліме кіресіз. Профиліме кірген кезде, мына профильге кірген кезде, так, бір минут қазір көрсетейін. Мен кімес енді мына профиліме кірген кезде, мына профильді мына жерде, мына жерде профильді, мына жерде TikTok студия деген болады, и қасында менікі жазылып тұр, эфир деген болады. Сол эфирға бассаңыздар, сол же сразу осы эфирді автоматически сақталған жерлерге шығарады. Сөйтіп сол жерден жаңағыдай көрсеңіздер болады. В принципе, болды достар. Осымен мен эфирімді аяқтадым. Бізбен болғаныңызға рахмет. Енді ойлаймын, осымен біз енді осы жұмысымызды онлайн форматта біз енді эфирімізді жиі кездесетін боламыз. Біз вообще негізі ойлап жатырмыз, күніне осындай эфир кешке таман өткіземіз.
сөйтіп ары қарай ойлаймын біздің командамыз сізде бұл жерде бір несі бар да үлкен жетістікке жету үшін бұл жерде жаңа айттық қой кэшбэкпен жаңа рекорд бонуспен жекеменшік өзімен индивидуальный жұмыспен ақша майда шүйде табыс табуға бірақ бұл жерде үлкен табыстар табуға болады. Бір жерде бұл үшін басқаша қарау керек та, бұл жерге системный жұмыс жасау керек. Бұл жерге сен система жалғыз өзің ана жалғыздың шаны шықпас дейді ғой жаңағындай. Тура сол сияқты сен бұл жерге системаға механизмға кіресің басында 60.000 теңгемен. Одан кейін мына жерде 5 күн система отыр. Сөйтіп сол система арқылы бұл система сені ертең аспанға лақтырады. Биік шыңдарға сені лақтырады. Главное сол система меңгеріп алу керек. Болды. Басқа ештеңе керек емес. 50% жұмысы бұл сетевой деген не екенін түсіну, екінші 50% бұл системалар қалай жұмыс жасайтынын біліп алу. Болды. Жігіттер, қыздар оп-оңай бәрі на самом деле. Оп-оңай нәрсе. Осы уақытқа дейін забудьте про все, что вам про сетевой вы знаете. Осы сетевой туралы не көргеніңіз, естігеніңіздің бәрін ұмытыңыз. Бұл жерде бізде революция жасаймыз бұл жерде. Бұл жерде біз трансформация жасаймыз адамдармен. Айман ханым деген не деген психолог ол адамды отырады, адамдарға бәрін түсіндіріп бергенде бүкіл осы уақытқа жинаған, тарақан, бүкіл қоқыр-соқыр миына жинап алған нелер ғой, мусорный. Мына миды емес, миының орнына шелек, мусорный шелек қылдырып тастаған адамдарды бүкіл мусорын төгіп, тек қана керек нәрселерін қалдырады. Бұл жерде жаңа нәрсе салмайды. Сіз уже білесіздер бұл бизнес қалай жұмыс жасайтын. Просто сізге үстіндегі қоқыр-соқырлармен жаңағында көміліп қалған. Просто сізге мусорын көмектеседі шығаруға миыңыздан. Ары қарай сіз көзіңіз қалай ашылған өзіңіз түсінбей қаласыздар. Міне осындай адамдармен кездесуге нәсіп етсін. Келесі кездесуде арнайы бөлек бір не болады, жаңағындай не дейді жаңағындай промодан сондай бір ролик жасаймыз, сөйтіп кешіп қалмаңыздар. Болды достар, сау саламат болыңыздар.